көкем келді. Сен демалып отыр ертең. Сен деңгейің түсіп қалды, Ерсұлтан, сенен жоғары кісілер келді. Так что сен демалып кішкене тренировка жасай тұр. О, амансың. Алейкум салам ракатов. Кімсің сен? SQI деген сен ба? Ысқақ дей беріңіз, ысқақ дей беріңіз. SQI ғой бұл, Иә, сайкио ғой негізі, сайынс деген. Сайкио жақсы. Жақсы. Исхақ, бұның алдында бір жігіттермен сөйлесіпсің, бір жерді қиып салып жүр екесің, ойбай қырып жатырмын, жайып жатырмын деп. Қандай проблема сен? Проблема мынандайда, мен Ерсұлтаннан нақты сұрасам жауап бермей жатыр. Шариғат бойынша бұруға болады десем, айтпай жатырсың. Жақсы. Ерсұлтан, бұл мелочь проблемадан қарағанда Құдайдың бар жоқ екенін сөйлесе қалай болады екен? Сөйлесеміз, бірақ осыған жауап бере кетсеңіз. Бірінші өзі сөйлесіп кетейік, сұрыңа жауап беремін саған. Жоқ, енді Ерсұлтан қашты, сізде қашасыз ба енді? Исхақ, қой енді. Кел жігітше, сен деген бәрінде не шығарсап жүрсің? Айтамыз ғой, Құдайдың темасын айтамыз қазір. Бірақ енді білімі жоғары кісілер келген кезде осы сұрақтың бір жауабын алып қалсақ деп ойлап отырмын да енді. Жақсы, шариғатта қай жерде алдың оны ұруға болады дегенді? Ниса сүресі 34-ші аяттан. Оқып жүрші. Қазір оқиға қол астымда не жоқ оқитын, бірақ сол жерде. Енді онда сен дәлелің болмаса, ай, қалай келіп тұрсың сен дәлелін алып кешеші. Енді үміттеніп отырмын да, сіз Құранды біледі ау деп. Кім Исхақ, сен әдеп мұназара дейді, мына диспут жүргізудің әдебін білесің ба? Кім жаңа нәрсені айтады, сол дәлел алып келу керек. Сен айтып тұрсың, ұрат дедің, сен дәлел алып келу керек. Мен қайтару керек. Сен маған енді Исхақ, сен айттың ғой тұжырым. Енді соған дәлел алып келу керексің. Бұл бәрі білетін негізі. Нормальный адамдар бәрі біледі. Алып кел дәлел. Ойлағам ғой, дәлел сұрамайтын шығар деп. Сұрайым. Алып келе ғой, көрейік. Ниса сүресінің 34-ші аятына ма? Иә. Е-мая. Дәлел жоқ оған. Енді дәлелсіз сөйлейсің. Ай, ят болды ғой. Исхақ. Жарайды, Құранда сондай аят бар ма? Не дәлелсіз сөйлейсің? Айтшы ішінде алып келсейші мен. Жоқ, алып кел емес, сіз бар ма жоқ па соны айтыңыз. Мен көрмедім өзім, алып кеш. Сен айтып тұрсың ғой бар. Ондай аят көрмедім деп сіз шын сөйлеп тұрсыз, Әкеле ғой, Исхақ. Жоқ, ондай аят көрмедім деп сіз шын сөйлеп тұрсыз ба? Шын сөйлеп тұрмын мен, көрмедім. Демек сіз Құранды толық оққан жоқсыз. Шын сөйлеп тұрмын мен саған. Құранды толық оққан жоқсыз. Алып келе ғой. Жоқ, неге? Неге онда тұжырым шығарды? Неге негізделіп шығардың, Исхақ? Бұл өкімді неге негізделіп шығардың? Ондай нәрсе көрмедім деген енді білмеймін. Көрмедім деген, оқымадым деген сөз ба, Исхақ? Себебі Құранды оқып тұрып, ондай аятты көрмедім деген. Көрмедім деген сөз қандай? Сен логикаң неден шығып тұр сол кезде? Саған бір айтып тұрсам, мен көрмедім десе, бұл оқымадым деп түсінесің ба сол кезде сен? Енді оқымаған адам көрмейді да оны. Сен полемика жоқ, неге өйтіп шештің сен? Қандай дәлелің бар? Сен әрбір өзіңнің дәлеліңді алып келсейші, Исхақ? Дәлел алып кел деп сұрап отырсыз, және оны көрмедім деп айттыңыз, дұрыс па? Алып келсейші, сен муддаи деп атыласың. Сен білмейсің-ау, Исхақ, по-моему, сен кәдімгі, мен сен нормальный жігіт па десем, сен что-то білмей тұрсың ғой, мынандай. Сен кім идея жасайды, қара, кім, мен саған бір нәрсе үйретіп жіберейін. Исхақ, қара, жарайды, айтасың қазір, бірінші үйретіп жіберейін, мынанда екі тарап болады. Обязательно бір тарап асылда тұрады да, екінші тарап жаңа нәрсені бекітеді да. Бұл жерде мен асыл тарапта тұрмын да, сен турасын айтасың, осындай нәрсе бар дейсің. Демек, қазір кім бір нәрсені бекітіп тұрса, ол дәлел алып келеді. Бұл бәрі ереже, бұл әлемдік логикада бар ереже. Сондықтан дәлеліңді алып келе ғой. Жақсы, дәлел алып келу керек. Сіз қазақша аудармасын қабылдайсыз ба? Жоқ, арабшасын алып келе ғой, Құдай-ау, қазақшасын. Тек қана арабшасын қабылдайсыз, Конечно. Онда біз жарайды, онда менде дәлел жоқ, себебі мен қазақша Құран оқуға болады деп ойлағам ғой. Бол, дәлел жоқ болса, неге сен сөйлейсің, күн бересің, Құдай-ау? Енді Нұржан мырза, тұратырыңыз. Бұл, жарайды, бұны шештік. Короче, сен дәлелсіз сөйлеп тұрсың. Оны шештік. Тұратырыңыз. Жоқ, Нұржан мырза, тұратырыңыз. Эфирдің записі жүріп жатыр, мен қазір сіздің аузыңыздан мынандай нәрсені естейін. Қазақша Құранды оқып, одан түсінік алуға болмайды ғой? Неге шештің сен ол үкімді? Қайдан алдың сен? Себебі
қазақша оқыған нұсқамды сізге алып келейін десем, жоқ, маған тек арабшасын әкел дедің. Жақсы. Кім Исхақ Құран қай тілде түскен? Араб тілінде түскен. Болды. Енді бір сұрақ. Енді қазір сен Құранның неше түрлі переводы бар ма? Бар. Енді сен қазір белгілі түрде автордың переводына зависит етіп тұрсың, дұрыс па? Дұрыс. Енді сен қазір белгілі бір адамның ойына келіп тұрсың сен. Сен Құранды келіп тұрған жоқсың. Сен Құранды алып кел. Алып келе ғой. Все. Демек, бүкіл Құран аудармалары сол аударушылардың ойы. Әлбетте белгілі түрде бір ой әсер етеді оны. Ойы әсер етеді? Иә. Демек, ол Құранның шынайы мағынасы емес. Енді сөйтіп айтсаң болады, аударма ол. Дұрыс. Демек, бұл Құран араб тілін білетіндерге ғана арналған кітап қой. Неге үйтіп шештің сен тағы да? Неге сен біреуге себебі ол кітап арабшасында, себебі ол кітап арабша түскен, және оны дұрыс түсіну үшін оригинал нұсқасын қарау керек. Аудармасының барлығы ол адамдардың өз ойы қосылған деген сөз. Демек, бұл ешқандай да бүкіл әлемге емес, арабтарға түскен арабша кітап. Сенің сөзің дұрыс болатын еді, егер сен мынандай простейший нәрсені түсінбегенде. Қара, Исхақ, сен қазір оны аударғанды, сен қаяқтан біліп тұрсың, точно аудар екен, қаяқтан білесің сен? Авторитетке сүйеніп тұрмыз. Қандай авторитет? Мысалы, жаңағы кім еді? Ратбек, кім еді аударған кісі? Ратбек Қажы ма? Қателеспесем. Біріншіден сен қара, сенің минусың, қара, тыңдай ғой. Болды, түсіндім мен сені. Тыңдай ғой, Исхақ. Сенің минусың. Біріншіден сен қазір автордың өзін білмей тұрсың да. Сенің қазір үкім шығару негізделіп тұр, бір автордың ойына сүйене отыра. Негізгі нәрседе оригиналдан үкім шығарылады. Сен қазір көп нәрсені түсінбеуің мүмкін. Ратбек Қажы ол кісі де адам. Сен қазір мен саған алып кел дей салам, алып келгеннің өзінде де сен дұрыс үкімді шығара алмайсың. Бірақ есіңде болсын. Исхақ үкім берген келе ма Құранға? Сен не арабшадан кел, өйткені сен арабшадан болмаса біреудің автордың ойына всегда зависит етіп тұрасың. Екіншіден, жарайды, сен оны алып келе алмай тұрсың ғой. Алып келші Ратбек Қажыдікін, оқиық. Сен сол жерде де дәлдей алмайсың қазір. Халифа Алтайдікі екен, мен шатасыппын Ратбек Қажы деп. Халифа Алтайдың аудармасы. Сен енді сен даже қарашы, сен Құранды білмей тұрсың. Қалай сен дәлел алып келесің? Шатасқам, дұрыс енді қара. Енді мен айтып отырмын да, просто сендер айтасыңдар, бұл кітап бүкіл әлемге түскен, анау адамзатқа түскен дейсіңдер, бірақ оның арабшасын білмесең, сен ешқандай түсінік ала алмайды екенсің одан. Әлбетте, енді арабшаны сен аудармайсың ба? Демек, біз Құдайдың сөзін түсіну үшін бәріміз арабша үйренуіміз керек. Жоқ, саған ғалымдар бар, бәрін айтпайды. Ғалымдар бар определенный, то что ол осылай әхлі сүнна деп аталады. Белгілі бір стандартизация бар, сол стандартизацияға негізделе отыра, ол аударылған. Және ол аударылғаннан түсінік алуға бола ма? Мынаны былай айтыпты ғой деп айтуға? Үкім шығара алмайсың. Үкім шығарып атқан жоқпын. Құранда осылай айтылыпты деген түсінік алуға бола ма? Қара, Исхақ, сен үкім шығару деген не екенін түсінесің ба, білесің ба? Мен біреуге бүйтіп істеңдер деп атқан жоқпын. Құранда осылай айтыпты ғой деген түсінік қалыптастыруға бола ма, жоқ па? Сен онда үкім дегеннің негізгі анықтамасын білмей тұрсың үкім шығару. Үкім шығару дегеніміз белгілі бір мағынаның түсінілуі уже мәтіннен. Егер сен қазір ана бір мәтінді оқыған кезде бір мағына қалыптасты ма ойыңда, демек ол үкім ретінде сенде ойыңда қалыптасты сенде. Ол уже бір мағынада тұр сенде. Сондықтан да сен қазір қазақша мағынасын оқыған кезде белгілі бір үкіммен албасын оны уже. Негізі бұл үкім шығарылмайды. Дұрыс, онда оқудан не пайда Құранның қазақшасын? Не сауап бар? Сауап? Ол арабшасына жазылмай ма? Неге? Қазақшасында неге жазылмайды? Неге шештің сен? Қай жерден алдың? Онда оны аударып не пайда? Онда оны аударып не пайда? Тек қана әріптеріне сауап жинау үшін оқитын болсың. Неге көп пайда бар? Бір, екіншіден, бұл жерде мынандай мағына. Кім, Исхақ, мысалы, сен Құранды аштың ғой, оқып отырсың, иә? Сен белгілі бір жерге келесің да, ол түсінбейсің сен. Сен сол үкім, не осы бір мағынаны түсіндің. Енді мынандай нәрсе, саған сол мағынамен бір нәрсені жасауға бола ма? Жоқ, мен жасауды айтып отқан жоқпын. Вообще, сіздің сөзіңізге қарасақ, Құраннан ештеңе түсіндім деп айтуға болмайды вообще. Неге? Енді сен қарашы, неге сен өзің үкім шығарасың ай? Мен түсінбеймін. Жоқ, айтып отырсыз ғой енді. Сіз айтып отырсыз ғой, бірдеңе түсіндім деп ойласаң, демек үкім шығарып жатсың деп. Сен үкімнің анықтамасын білмей тұрсың ғой. Жаңа айтып жатырмын. Жаңа сіздің анықтамаңызды айттым ғой. Сіз берген анықтама бойынша
Біз Құранды оқып, сол жерде былай айтылған деген түсінік қалыптастырсақ, ол уже үкім болады. Болды ғой. Сен не үшін ол үкімді алып жатсың? Сен ол мағына не үшін алып жатсың? Айтшы маған. Енді дұрыс, енді үкім шығармас үшін бізге егер үкім шығармау керек болатын болсақ, онда бізге не үшін керек ол аударманы оқу? Енді сен айтып тұрсың, Құранмен үкім шығарамын деп жатсың ғой. Жоқ, үкім шығару деп жатқан жоқпын, бірақ жалпы не үшін керек ол? Енді. Енді сен соны айтып тұрсың ғой, сен үкім шығару үшін керек деп тұрсың ғой, получается. Сіздердің айтып отқаныңыз үкім деген сіздердің талқабанияңыз бойынша, ол просто Құранды оқысаң, түсінсең бітті үкім шығарған бола береді екенсің да? Жақсы, сен оны түсіндің да, оны не істейсің сен түсінгенді? Не істейсің сен? Осылай, бізге Құдай өстіп айтқан екен ғой деп ойламайын ба? Вот сол ойлағанда не істейсің сен ол оймен? Сол ойға сенесің ба, не істейсің? Міне өстіп айтқан екен деп айналаммен бөліспеймін ба мен? Енді осы ғой үкім шығару. Көрдің ба сен өзің логикалық нәтижені тауып тұрсың? Демек оны алуға болмайды. Біреуге айтасың сен. Аудармасын не керегі бар бізге онда? Аудармасы саған оны үкім шығарып жайлау деген біреу болса біреуге айту деген сөз емес қой. Бұл жерде негізгі конкретный авторитет ғалымдарда тұрады. тұрады. Бүкіл араб тілін бәріміз білмейміз. Бізде бір түсінейік те бізге Құдайдың не айтып жатқанын. Енді сенің сол түсінбегеніңнен сенің басыңда проблема болып жатқан жоқ па? Именно сен өзің оқи аламын дегеннен кейін проблема. Саған айтып бір, сен өзің оқимын деген кезде сен түсінбей қаласың. Сен тек қана мен арқылы түсінесің. Мен саған айтып бермесем правиланы, сен қазір осындай именно осы дінсіздікке барып тұрсың. Потому что сен ойлап тұрсың да, оның мағынасы солай. Қара. Сонда еще бұл Құдайдан келген, маған прямой жету керек текст негізі. Құдайдың маған айтқан нәрсесі. Бірақ мен оны түсіну үшін арабша оқып болмаса... Кім? Исақ естей қара. Исақ қара. Конкретно бір тақырып таңдашы. Исақ конкретно бір тақырып таңдайық, соған қатысты сөйлесейік. Әйтсе бос әңгіме болып жатыр да. Қандай тақырыпта сөйлескің келіп тұр жігітше? Жоқ, осы теманы бірінші, осы темада сөйлескім келіп тұр. Жақсы. Енді мен саған қара, үлкен жеңілдіріп беріп тұрмын. Мен саған айтып тұрмын, таңдай қойшы тақырыбыңды, любой темада сөйлесейік деп тұрмын. Сен мен темама келмей тұрсың әлі. Мен айтқан жоқпын әлі. Келейік, давайте мен айтайын. Болды. Сіз таңдаңыз, давайте. Болды, онда осыған келейік. Болды. Анау Құдай жоқ деп жазып қойыпсың ғой, иә? Болды. Иә? Соны маған айтып жіберші. Қандай дәлел Құдайдың жоқтығына? Құдайдың жоқтығына дәлел жоқ. Құдайдың жоқтығына дәлел жоқ, себебі ол мен қиялдан туған кейіпкер деп есептеймін. Айта ғой. Айтып отырмын ғой, Құдайдың жоқтығына дәлел жоқ. Айта ғой, естіп тұрсың ба мені? Дауысыңыз естілмей жатыр. Интернетіңіз дұрыс болмай жатыр. Қара, мен саған айтайын. Құдайдың жоқтығына дәлел жоқ дейсің ба? Бәрекелді. Исақ? Қалай, Құдайдың жоқтығына дәлел жоқ болса, онда Құдай бар ғой. Дәлелің жоқ болса. Жоқ. Енді өзің айтып тұрсың, Құдайдың жоқтығына дәлел жоқ деп. Дұрыс, Құдайдың жоқ екеніне дәлел жоқ. Өйткені ол дәлел жоқ деген нәрсені дәлелдеу қажет емес ол. Енді демек, Құдайдың жоқтығына дәлел жоқ па? Құдайдың жоқтығына дәлел жоқ. Болды, онда дәлел, Құдай бар деген сөз ғой. Құдайдың жоқтығына дәлел жоқ болса, бұл Құдайдың бар деген сөз. Жақсы, осы позицияңызда до конца тұра аласыз ба? Тұрғаның не, мен бұл позициямен өмір сүремін ғой. Өмір сүресіз ба? Давайте маған Аяз атаның жоқ екеніне дәлел әккіңізші. Біріншіден, екіншіден осы мәселені бітірдік қой, общем. Біткен жоқ әлі. Общем, сенде дәлел жоқ қой. Аяз атаның жоқ екеніне дәлел алып. Енді мен саған сен сұраққа кім? Сен сұрақпен жауап бермешеш, мен саған спокойно айтып берсем, Аяз атаның жоқ бар. Жоқ екеніне дәлел жоқ деп айтып едім, сіз айттыңыз. Жоқ екеніне дәлел жоқ болса, онда бар деген сөз ғой дедіңіз. Все, осы неңізді ұстаныңызда маған Аяз атаның жоқ екенін дәлелдеп беріңіз. Мен саған дәлелдеп беремін, бірақ сен жаңағы болды, бастаңыз. Болды, жаңағыңа сен жоқ қой жауабың, мен көше берейін. Жаңағыңа жауабың бар ма? Бастаңыз жоқ екенді. Жаңағыңа жауабың бар ма, жоқ па, көше берейін. Жаңа жауабың бар ма? Дәлелдеуді қажет етпейді деп есептеймін оны. Жақсы. Енді сен қара, сен Құдай жоқ дегенде үкім шығарып тұрсың ба, шығарып тұрған жоқсың ба? Мен үкім шығарып тұрмын. Енді үкімді бір дәлелмен шығара ма, әлде дәлелсіз шығара ма? Егер дәлелсіз де шығара беруге болады,
Оны қаяқтан алдың? Қай ереже бұл? Қаяқтан алдың бұл Иә, ережені? бұл қиялдан туған кейіпкерлерге қолданылатын нәрсе. Болды. Бұл ережені қайдан алдың? Кім бекітеді бұл ережені? Өзім ойлап, Сен кім бар? Қандай ғалым бар бұл теорияны? Өзім ойлап таптым. Жақсы. Енді субъективті мнениеға негізгі дәлел қолдана ма, қолданбай ма? Жоқ, сіз субъективті мнение анау қоя тұрыңыз да, енді сіз маған келіңіз да, давайте аяздың жоқ екенін дәлелдеріңізді күтеміз. Ашпа. Исхақ, субъективті мнениеға негізгі дәлелдер қолдана ма, қолданбай ма? Жоқ, білмеймін оның еш нәрсені. Оны білмесең неге кірісесің сен бұл әңгімеге? Айтшы, сен білмейсің. Енді қараңыз. Енді сізден дәлел. Біз күтіп отырмыз дәлел Аяз атаның жоқ екеніне. Болды. Сен осы жерде білмейсің, тоқтадың ғой, мен саған өштем, иә? Жоқ, бастаңыз, әлі әңгіме біткен жоқ. Иә? Аяз атаның жоқ екеніне дәлел бар ма? Исхақ. Жоқ, енді сен мойындадың ғой осы жерде, сен өзің осы позицияда сен осындай. Бұл битва. Исхақ, естіп тұрсың ба сен мені? Бұл былай ғой, Нұржан мырза, бритва хищенца деген нәрсе ғой. Егер бір нәрсе дәлелсіз бар деп айтылса, оны дәлелсіз жоқ деп айта беруге болады деген нәрсе. Енді сіз оған мойындамай атсыз маған, жоқ деген нәрсе, жоқ екеніне дәлел жоқ болса, ол бар ғой деп. Енді сізге қазір бүкіл қиялдағы персонаждардың жоқ екенін дәлелдейсіз, болмаса бар деген позицияны ұстануға тура келетін болып тұр. Түсіндіңіз бе? Болды. Исхақ, сен жаңа мен естіп тұрсың ба? Дауысым естіліп тұр ма саған? Дауысың естілмей тұр маған кейде. Ой, әлі. Енді естіліп жатыр, иә. Ой, Исхақ, естіліп тұр ма дауысың? Естіліп тұр маған. Иә, естіліп тұр ғой. Міне енді. Исхақ, қара, давай өйстіп әңгімені шешейік. Мен саған Құдайдың бар екенін дәлелдеп берейін. Содан кейін келіссең, келіспесең, келіспедің. Құдайдың, сіз қайда кетіп тұрасыз? Тоқтаңыз, Нұржан мырза, тоқтаңыз. Сіз маған айттыңыз, жоқ екеніне дәлел жоқ болса, онда бар деген сөз ғой дедіңіз. Жақсы, мен қиялдан туған кейіпкер ретінде Құдайды қарап солай айтып едім. Енді сіз маған қиялдан туған кейіпкерлердің жоқ екенін дәлелдейсіз, болмаса бар екенін қабылдайсыз. Так, болды, сен қиялдан туған кейіпкердің қайсысы маған айтып жіберші? Аяз атадан бастаңыз. Болды, Аяз ата неге жоқ болу керек? Аяз ата бар шығар ол. Қандай проблема? Аяз ата бар демек, Аяз ата не меңзеп тұрсың сен? Қызыл шапан киіп басына киіп жүретін ба? Жоқ, мен мынандай Аяз атаны айтып жатырмын. Мана бұғыларымен аспанда ұшып жүретін кәдімгі. Бұл қара кім атың кім еді? Исхақ мынаны қара. Үш нәрсе болады да әлемде. Иә, тыңдағын. Үш нәрсе болады әлемде. Бұл үш нәрсені естіп бөледі. Бұл мустахил, және уәжибул вujud, және мүмкін деп бөлінеді. Бұл саған аударатын болсам, абсурд нәрселер болады. Және мүмкін нәрселер болады. Мысалы, мен саған айтам, екі қарама-қарсы нәрсенің бір жерде жиналуы мүмкін ба, әлде абсурд ба деймін. Исхақ, естіп тұрсың ба мені? Естіп отырмыз, иә. Енді екі қарама-қарсы нәрсенің бір жерде жиналуы абсурд ба, мүмкін ба? Абсурд. Тура сол сияқты, енді мынандай нәрсе мен саған айтам. Так, Исхақ, бұл жол емес, мысалы, қай жылғысың сен? Қай жылғысың? 94. 94. Исхақ 94 емес, Исхақ 2004-тегі туылуы мүмкін еді десем, бұл мүмкін бет, әлде бұл абсурд бет? Иә, ол түсініп жатыр ол нәрсені. Турасын көше берсеңізші. Енді қара, Аяз атаның аспанда ұшуы бұғылармен бұл мүмкін ба, әлде абсурд ба? Мүмкін. Енді осы ғой, мүмкін, қандай проблема сенде? Болды, айтып тұрмын саған, мүмкін. Дұрыс, ол бұғылармен ұшып жүре беру мүмкін. Мүмкін? Оны біз бар деп утверждать етпейміз, бірақ әлемде орын алуы мүмкін ба? Неге утверждать етпейсіз? Вот неге сіз солай жасайсыз? Неге бар деп утверждать етпейсіз? Сен тағы да мәселені түсінбедің. Қарашы, сен мен саған айтып тұрған жоқпын. Оның жоқ екенін мүмкін дейсіз, бірақ бар деп не? Сіз бар деп утверждать етуіңіз керек қой? Сен мүмкін мен барды ажырата алмайсың тұрсың онда. Мен саған айтып тұрмын ғой. Қара, Исхақ 94-те туылды. Исхақ тыңдағын, сен қазір жете алмай тұрсың просто, мен саған түсіндірген нәрсеме. Исхақ 94-те туылған. Бірақ мен саған сұрақ қойдым, 2004-те туылуы мүмкін ба дедім. Сен мүмкін дедің.
Бірақ ақиқатында олай емес қой. Ақиқатында ол бар емес қой. Сен 94-те туылғансың, дұрыс па? Аяз ата сонда бар болуы мүмкін деп айтып жатсыз ба сонда? Аяз ата сен не меңзеп тұрсың? Бұғылармен аспанда ұшып жүріп қызыл шапан киетін ба? Проблема жоқ. Ол не үшін ол болмау керек? Ол не болып қапты? Қандай проблема? Мүмкін, иә. Бұғылармен аспанда ұшып жүру бұл не нәрсе жалпы? Нормальный нәрсе, болуы мүмкін. Я, болуы мүмкін болғанда, мысалы, физика заңдылықтарына бағынбайтын болса, бұл нәрсе ислами тұрғыда не нәрсе болады? Физикалық тұрғыдан бағынбайтын болса, ислами тұрғыдан не нәрсе болады деген қалай түсінемін? Ол қандай ереже бар оның? Я, исламда бар ма сондай, мысалы, физика заңдылықтары бұзылған жағдайларда исламда бұл нәрселер не деп сипатталады? Муъжиза деп сипатталады бұл. Не болмаса истидрож. Болмаса истидрож дейді. Истидрож деген бар, муъжиза деген бар. Истидрож деген. Истидрож дегеніміз бұл біреумен мысалы даджал деген келеді дейді да өмірдің соңында. Бұл адамды екіге бөледі да қайтадан жинайды дейді. Осы кезде истидрож дегеніміз бұл пайғамбардың белгісі емес, бұл Алланың бір әмірі орындалып жатқан адамдардың сондай бір сынақ өту мақсатында қиямет күні болатын жағдай дейді. Енді бұл сен шариаттан білімің болмағаннан кейін бұл қиын, ол истидрож деп аталады. Аяз атаның немен ұшуы, жаңағы бұғыларының ұшуы қайсысына жатады? Аяз атаның бұғымен ұшуы ешқайсысына жатпау мүмкін, ол проблема жоқ, ол муъжиза болмауы мүмкін, ол истидрож да болмауы мүмкін, ол просто ұшу мүмкін. Ол просто Құдайдың орнатқан заңдылықтарын бұзып жүре беруі мүмкін. Неге Құдайдың орнатқан заңдылықтары бұзылады? Егер Құдай өзі орнатып, кейін оны өзі былай истисна қылатын болса, исключение қылатын болса, бұзған болып есептеліне ме? Бұл өзі исключениені жасайды ол. Ал қоюшының өзі жасайды ол. Қоюшы исключениені деймін да, исламда кімдер үшін жасайды оны? Исключение неге ол? Исключение любой момент жасалуы мүмкін. Исключение кейде саған да жасалуы мүмкін, маған да жасалуы мүмкін. Онда муъжиза деген сияқты дүние ол пайғамбарға емес, басқаларға да беріле беретін, не? Жақсы. Бұл жерде енді екеуміздің түсінбей тұрғанымыз, значит, муъжиза проблемасында. Сен муъжизаның анықтамасын білесің бе, Исхақ? Жоқ, ғажайып шығар, енді жоқ, беріле ма, берілмей ма? Жоқ, ғажайып емес қой. Ай, Исхақ, сен муъжизаның мағынасын да білмей тұрсың ғой, анықтамасын да. Иә, білмейді екенмін. Енді зачем кірсесің онда білмесең, мен түсінбеймін. Енді бағанағы нәрсе екеуіне де жатпайды, бірақ Құдай оған мүмкіндік беруі мүмкін сондай. Иә, бірақ сен ол неге муъжиза деп санап тұрсың оны сен? Білмеймін ғой, енді Құдай ерекше таңдап, Аяз атаны таңдап соған заңдылықтарын бұзғызып тұр ғой. Не бұзғызып деп есептедің сен? Енді бұғылардың ұшуы деген енді заңдылықтардың бұзуы емей. Неге? Мысалы, волналардың ұшуы, не болмаса тағы да бір нәрсенің ұшуы, бұл не сонда заңдылықты бұзу есептеліне ме? Ол кәдімгі тірі бұғы ғой ол. Иә, қандай проблема? Мысалы, не аспанда хайуан ұшамай ма не? Қанаты жоқ болса қайтып ұшады ол? Сен хайуан ұша ала ма аспанда? Жоқ, бұғылар қалай ұшады, бұғы қанаты жоқ болса? Қарашы, сен кім Исхақ мәселең анандай диспуттың дәлел алып келудің мәселесін түсінбейсің да сен. Қара халықты бір кішкентай сабағанға мәз болып жүрсің да видео шығарып. Бірақ былай келсең сенде білімің жоқ болып тұр да мұнда. Исхақ мысалы, сен конкретно бір серьезный мәселеде сөйлесейік, мен саған сұрақ қояйын. Просто балалық әңгіме айтып отырсың. Қойыңыз, жарайды. Иә, мен саған айтайын. Исхақ, сен тағы да бағанағы позицияға келейік. Аяз ата мәселені шештік. Мен саған мен дәлелдеп берейін Құдайдың барлығын. Не болмаса сен дәлел алып кел, Құдайдың жоқтығын. Екеуміз екі позицияда тұрамыз. Так, не сен алып кел Құдайдың жоқтығына, өйткені сен үкім шығарып тұрсың. Үкім шығаратын болса, бұл яхтажу иля дәлел. Бұл дәлелге мұқтаж дейді. Бұл бәрі логиктардың, бұл барлық мантықтардың, анау Аристотельден келе жатқан ежелден қойылған диалогтың версиясы бұл. Енді мен саған айтып тұрмын. Сен үкім шығарып тұрсың ба, Құдай жоқ деп дәлеліңді алып қоя қойшы, Исхақ. Иә, мен оны дәлелге сүйеніп отқан жоқпын, себебі былай да, мен Hitchens бритвасы деген нәрсені сұлып отырмын, себебі аяқтай салайын да, сөзімді аяқтай салайын. Иә, бритва Hitchenса деген нәрсе бар, яғни то, что утверждается без доказательств, можно опровергнуть без доказательств. Яғни ешқандай дәлелсіз айтылып жүрген нәрсе, бар деп жүрген нәрсені дәлелсіз жоқ деп айта беруге болады. Болды. Бірақ біздің мәселемізге келмейді ғой бұл, бритва Hitchenса. Келеді. Жоқ. Бұл мен неге дәлел алып келемесам келеді. Дәлел алып келемесам келеді. Сен тоқта. Бірақ сондықтан да қазір сен әлі асықпа, мен қазір дәлелімді алып келемін. Бірақ сен тараптан қазір біз Алланың жоқ екеніне, дәлел жоқ екенін түсіндік, дұрыс па? Алып келіңіз, иә, дұрыс.
Дұрыс, сен тараптан дәлел жоқ. Демек, мен қазір дәлел алып келгенге шейін, сен осынау уровеньде тұра бересің. Сенде дәлел жоқ, и бұл үкім сен дәлел шығар. Дәлел алып келгенше сізде дәлел жоқ болып тұра бересіз. Болды. Мен еді. В данный момент осыны бекітіп алайық деген ғой, сенде дәлел жоқ. Сізде де дәлел жоқ екенін бекітіп алу керек. Жоқ, енді қазір енді көшейін да, тоқтасайшы. Көшкен соң барып айтасыз ғой оны. Жақсы. Исхақ, бір сұрақ қояйын мен саған, мынаны қарашы. Әрбір нәрсенің әлемде орын алған іс-әрекеттің себебі бар ма, жоқ па? Біз білетіндердің себебі бар болуы керек, Жақсы. Енді осы жерде біз қазір данный момент білетіндердің қатарынан любойының қандай да бір іс-әрекет алатын болса, оның бір себебі болады, дұрыс па? Дұрыс. Иә. Енді мынандай қарайықшы. Сен қай жерде туылдың? Қазақстанда ма? Жақсы. Кім таңдады? Кім жасады? Қалай ешкім? Кім? Не? Бұл жерде екі вариант қара. Либо сен, либо басқа біреу. Мен таңдаған жоқпын. Болды, онда демек басқа біреу. Басқа вариант жоқ қой өйткені. Басқалар таңдағанша, может таңдамағанда шығар, білмейміз ғой. Жоқ, енді сен өзің теорияны подтверждать етіп қойдың ғой, то что қандай да бір іс-әрекет белгілі бір себеппен болады деп. Дұрыс қой? Себеп болған кезде, мысалы, сіз спермаңыздың ішінен қандай бала болатынын таңдай алмайсыз ғой? Бұл вообще қатысы жоқ, және келмейді ғой сенің намысың. Қатысы бар ғой, сіз адамды айтып отырсыз да, адамды. Сен таңдадың ба жоқ, сен таңдады ма деп, как будто мына спермамның ішіне мына сперма барып бала болады, осындай бала шығады деп таңдаған сияқты әңгіме айтып отырсыз да? Жоқ, қарашы. Жоқ, бұл мынандай мал емес, мынандай емес, бала деген емес. Сен сперманы кім жаратты десең, кішкене сәйкес келеді. Жоқ, біреу таңдатты. Мынандай бала ма деген. Бұл келмейді вообще сәйкесі. Нұржан мырза, біреу жарайды, қоя тұрақтан мен көше берейін. Тұра тұрыңыз. Сіздің осы аргументіңіздің осы стадиясында сіз әлі сырттан бір таңдаушыны утверждать еткен жоқсыз, оған жеткен жоқсыз. Сізде екі-ақ вариант бар. Либо мен, либо менің ата-анам деген сияқты. Ата-анам мен таңдай алмадым, ата-анам мен таңдай ала ма? Жақсы. Осы сұрақты қойып тұрмын ғой. Сен қазір Қазақстанда туылған кезде, либо сен таңдадың, өйткені себеп, біз айттық, қандай да бір іс-әрекет себепсіз болмайды. Либо басқа біреу таңдады, дұрыс па? Либо басқа біреу деген ол жерде ата-анам деген ғана вариант қой. Болды. Егер сен ата-анам дейтін болатын болсақ, онда каждый ата-ана өзінің баласын қаяқта туады екенін таңдай алады, иә? Таңдай алмайды, вот именно. Сіз біреу таңдады деген нәрсемен тұра тұрыңыз. Түсіндім. Осы сұрақты алдым мен. Енді қара, ата-ана демек атпадайды. Ата-ана демек атпадайды, дұрыс па? Атпадайды ете алмайды, себебі сізде үшінші вариант жоқ. Болды. Егер атпадайды ете алмайды десең, онда либо сен таңдау керек, либо ата-анаң таңдау керек, иә? Енді каждый ата-ана өзінің баласын қай жерде туалады екен таңдай алады деген деп тұрсың ғой сен, иә? Таңдай алмайды, себеп қана олар. Енді жарайды, себеп деп тұрсың ғой, себеп болады ғой, каждый ата-ана қай жерде баласын туалады екеніне, ол білуіне себеп, дұрыс па? Білмей-ақ себеп болады олар. Жақсы. Енді әке-шеше себеп дейік, иә, сен мысалы Қазақстанда туылуына әке-шеше себеп па? Бәрекелді. Иә, әке-шеше себеп па? Дұрыс, айтшы, әке-шеше себеп па деймін? Иә деп айтып отырмын, дұрыс деп айтып отырмын. Болды. Енді егер әке-шеше себеп десек, неге каждый өзі әке-шеше қалаған кезде Қазақстанда немесе басқа бір мемлекетте туылуын олар постоянно орындалмайды бұл қалаулары? Нені постоянно орындалмайды? Енді сен айтып тұрсың ғой, сенің қазақстандық болып туылуына либо сен істедің, либо әке-шешең істеді деп, иә? Енді демек мынандай сұрақ шығады, мынандай түйіндеме шығады да сенің соңғы сөзіңнен. Демек, әке-шешелер шеше алады балаларының қай жерде туылуын. Шеше алмайды, себеп бола қалады тек қана. Ол қалай шеше алмайды да себеп болады? Демек, себебі әкесі ол ұрығының біріншіден оплодотворение жасай ала ма, жасай алмай ма, оны білмейді. Екіншіден ол баланың полы қандай болатынын білмейді. Үшіншіден ол бала тірі туыла ма, туылмай ма білмейді. Осының бәрін білмей тұрып, ол қалай шеше алады бір нәрсені? Болды. Осыны мен жарты жұмысын жасап бердім. Так ол білмесе... Дұрыс, ол себепкер ғана болады. Енді тоқта. Ол енді білмесе, демек, біреу білу керек қой, иә, оны осы жерде. Не обязательно. Жақсы. Онда мынандай теория жасайды. Мен саған жаңа теория бекітейін. Онда сен мынаны түсінбей тұрсың. Қарашы, біреу бір нәрсені жарататын болса, оны білуі міндет ме, міндетті емес пе? Міндетті емес. Так, онда сен айфонды жарата аласың ба, айфон не екенін білмей?
мен білмеймін оны айфонды жаратпаймын. Оны жарата алмайсың. Демек мынандай теория шығады. Сен даже физиканы да білмей тұрсың, сен даже басқа нәрселерді де білмей тұрсың. Өйткені бір ауыздан ғалымдардың келісуі әлем бойынша кімде-кім бір нәрсені жарататын болса, міндетті түрде білу керек. Енді қара. Тұра тұрыңыз. Бір ауыз тоқтаңыз. Ешқандай да өзінің бала жасап жатқанын білмейтін адам бала жасай ала ма? Өзінікі білмейді. Өзі бала жасап жатқанын білмейтін адам бала жасай ала ма? Жоқ, білмейді. Жасай ала ма деймін? Жоқ, жасай алмайды. Демек, бала жасау процесінен хабарсыз бейсана адам өзінің ұрығын шығару арқылы жүкті қылып бала жасай алмайды. Иә, бірақ сен проблеманы түсіндің, сен әке-шешесі жасайды деп сеніп тұрсың да? Біз әке шешеміз жасаушы. Қалай жасай алмайды? Оның деген ұрығы просто симуляция, физический стимуляция болатын болса, ол маткаға жететін болса, болды ғой, ол бала жасай алады ғой, білмесе де. Жақсы. Осыны матканы, сперманы кім жеткізіп тұр? Қалай кім жеткізіп тұр? Тұра тұрыңыз, сіз бірінші мәселе біткен жоқ қой әлі. Иә, осы, қандай мәселең бар? Сен бәрібір де жаңа айттыңыз ғой, типа, білмесе жасай ала ма деп. Білмейді жасай алады ғой. Жақсы, сен қателігің, сен әке-шешені жасаушы деп танып тұрсың деймін. Егер сенің сөзің дұрыс болатын болса, просто сізде басқа вариант жоқ қой? Жоқ, егер сенің сөзің дұрыс деп қабылдайтын болсақ, онда кез келген ата-ана жатқан кезде бала жасалына беру керек. Бірақ ол процесс арналып жатқан жоқ қой, 100%. Онда әке-шешені сен оны жасайды деп айта алмайсың. Өйткені қашан әке-шеше жасайды деп есептелінеді, егер әке-шеше қалаған сайын жасалына берсе. Бірақ біз қанша әке-шеше білеміз, ол қалап жатыр, бірақ жасай алмай жатыр. Демек, әке-шеше жасаушы емес. Соны айтқым келіп тұр мен саған. Енді мысалы мына сұрақ қояйын. Енді түсінікті бол, сен просто сөзден енді әке-шешесін алып тастаңыз, цепочкадан бала пайда бола ма? Ау? Не дейсің? Жоқ, полемика емес. Цепочкадан әке-шешесін алып тастасаңыз бала пайда бола ма? Жоқ, пайда болмайды. Дұрыс қой, енді ол тікелей солар емес па себепшілер? Я енді соны айтып тұрмын ғой саған. Әке-шеше себепші емес, болды ғой енді. Осы молодец, Алла разы болсын. Себепші, әке-шеше себепші, наоборот. Жақсы. Енді қарашы, онда әке-шеше себепші болатын болса, егер әке-шеше полный сол екеуінің жатуы балаға себеп болатын болса, неге кейбір адамдарда болмай жатыр бала? Дұрыс қой, енді оның өзінің биологиялық басқа да себептері бар. Бірақ бұл жерде бір нақты нәрсе, әке-шешесі жоқ болса, ол бала пайда болмайды. Неге? Енді сен қазір қара, әке-шеше болмаса да болып жатыр ма, әлемде болып жатқан жоқ па? Әке-шешесі жоқ, бала жоқ вообще. Неге? Қазір ұрықтандырып, қазір сенің кішкентай рамканың ішіне салып. Дұрыс қой, ұрықтандыру деген еркектің ұрығын алып, жатырдан тыс өсіріп, сосын қайтадан жатырға салу. Еркектің ұрығы жоқ болса, ол жасалмайды ол. Болды. Жатырға салу шарт емес қазір. Қазір рамканың ішіне жатырға салу керек, яйцеклетка керек бәрібір. Жоқ, жатырға салады ғой, аналықты айтып жатсың ба сен? Я, яйцеклетка керек бәрібір. Женский яйцеклеткамен сперматозоид болмаса, ол екеуінен шықпайды бала. Жақсы. Енді мен саған осындай сұрақ қояйын. Егер сен екі сперматозоидқа қосылуына бала шығады деген нәрсеге тіреліп тұрсаң, неге екі сперматозоид қосылып жатқанда бала шығып жатқан жоқ кейбір адамдарда? Соны айтшы маған. Оның өзінің биологиялық себептері бар емес па? Сен осыны түсініп тұрсың да қара. Егер сен мынандай түсінбей тұрсың, сен соны себеп қылып қылатын болсаң, ол себеп болған сайын мусаббаб дейді. Оның нәтижесі болу керек. Либо сен оны себеп қылып қоя алмайсың. Потому что ереже солай. Сен қарашы, өйстіп айтасың ба біреуге? Так, менің осы жерге келуіме машина себеп дейсің да? Мен айтамын, жарайды, сенің осы жерге келуіңе машина себеп. Демек, егер сен машина болмаса, сен кемеуің керексің, дұрыс па? Аха. Я, енді сен қалай айтасың сен? Жоқ, машина болмаса да мен келе беремін. Сперма мен яйцеклетканы алып тастаса екеуін, аспаннан ба, қайдан бала пайда болады? Неге? Бала пайда болып жатыр да. Бұл бір, екіншіден сен қазір медицинаны қалай пайда болып жатыр? Спермасыз, яйцеклеткасыз, ол өсіріп жатыр ма? Тюбиктен не істеп жатыр оны? Мынандай мәселе, Исхақ, сен просто на ровном месте тұрып та біз ше, бір бостан босқа бір серьезно әңгімені шешудің орнына мен саған сұрақ қойып тұрмын. Серьезно әңгімеңізден кінәрат шығып қалды ғой енді. Жоқ, шығып тұрған жоқ, сен просто түсінбей тұрсың мәселені. Шығып тұр. Сіз айтып отырсыз, баланың дүниеге келуінің себепкері әке-шешеден басқа бірдеңе дегіңіз келеді, бірақ әке-шешені алып тастасаң бала жоқ.
қарашы, мынандай ереже бар да, екеуміздің барьеріміз, сен просто ережелерді түсіне алмай тұрсың да. Екеуміздің барьеріміз мынау. Сен айтып тұрсың, я әке шешесі болмайды деп. Мен олай емес деп тұрдым. Қарашы, мойындағанның өзінде сен маған мына жаққа келесің да, мен айтамын, әке шеше постоянно себеп болып жатыр ма деймін. Сен айтасың жоқ дейсің. Енді қара, егер бір нәрсе бірде себеп болса, бірде себеп болмаса, бірде себеп болса, бірде себеп болмаса, біз оны себеп деп айтуға бола ма? Жоқ нәрсеге себеп болмайды ғой ол жерде. Дұрыс қой, енді жоқ нәрсеге себеп болмайды деген вообще не сөз ол? Енді қараңыз, бала болмай сол мен саған түсіндіріп жеткізе алмай жатырмын да. Сен жоқ, мынаны қараңыз. Исхақ, пожалуйста. Сен мына бір нәрсе бірде себеп болып, бірде себеп болмайтын, бірде себеп болмайтынды ешкім де саған айта алмайды оны себеп деп. Бұл себеп емес. Қараңыз, мынаны түсінбей жатсыз. Себеп болу үшін салдары керек па? Салдары керек па, Несай? Салдары бір нәрсеге қарап, соның себебін іздейміз ба? Нәтижесіне қарап дейсің ба? Иә. Ал нәтижесіне қарап дейік. Дұрыс. Енді нәтижесі бар жерде, нәтиже деген бала. Бала бар жерде, оның себебі әке шеше, дұрыс па? Сөйтіп шештің ғой сен. Иә. Енді бала жоқ болса, оның қалай себебі деп әке шешесін іздейміз? Жақсы. Енді әке шеше сенің ойында себеп болып тұр ғой балаға. Себебі бала бар жерде, иә, бала жоқ жерде олар жоқ қой, бітті, себеп те жоқ, нәтиже де жоқ. Болды. Енді сенің ойынша қай жерде әке шеше бар, демек бала болу керек қой. Жоқ, не обязательно, просто егер бала болған жағдайда, бала болса, сосын себебіне қарайсың да, себебі кім деп. А бала жоқ болса, оның себебін қаяқтан іздейсің? Енді баланың себебі ата-ана болып тұр ма? Айтшы, Исхақ. Бар баланың себебі ол ата-анасы. Баланың себебі ата-ана, иә? Бар баланың себебі. Бар бала деген қандай ол? Ол бар бала, жоқ бала деп көрген. Дүниеге келген баланың себебі ата-анасы. Себебі ата-анасы. Дұрыс. Жақсы, а дүниеге келмеген бала болса? Ол жоқ қой, оның себебін қалай іздейсің? Болды, демек ата-ана себеп болмай тұр ғой. Ол бала жоқ, бар болса ата-ана себеп болатын еді. Исхақ, мына ережені түсінші, пожалуйста. Қарашы, егер бір нәрсе бірде жасап, бірде жасамай тұрса, бірде жасап, бірде жасамай тұрса, сен оны негізгі ереже бойынша себеп қыла алмайсың. Өйткені 100% бұл жерде қара, нәтижеге қарап себепті іздейсіз. Сен түсіне алмайсың просто. Жоқ, элементарный нәрсе. Нәтижеге қарап себепті іздейміз. Нәтиже жоқ жерде себеп іздемейміз. Сен іздеу мәселесіне шешіп тұрған жоқсың ғой мәселені. Біз не себеп екенін анықтап тұрмыз. Енді қара, жоқ балаға мысалы, мынандай, егер бір бала дүниеге келді, оның әкесі себепті. Ал бір бала дүниеге келді, әкесі жоқ, вообще яйцеклетка спермасыз бір бала дүниеге келіп тұрса, онда вот сол кезде айтсаңыз болады. Міне, әке шешесіз де себеп бола алмайды, өйткені әке шешесі де бала бар десе, вот сол не болады да? Жақсы. Енді сен қазір егер әке шешені себеп қылатын болсаң, баланың, онда әке шеше болған сайын сенде бала болу керек. Потому что сен айтып тұрсың, әке шеше бола берген сайын бала болады деп тұрсың. Бұл сол. Енді мен айтпалайын. Сен айттың ғой. Енді әлемде әке шеше болған сайын бала болып жатыр ма? Жоқ, не всегда. Вот, демек, әке шеше себеп бола алмайды. Бола алады. Себеп әке шеше жоқ болса бала болмайды. Жоқ, бұл жерде әке шешені біреу себеп қылып тұрып, себеп қылмайды, себеп қылып тұрып, себеп қылмайды деген нәтиже шығады. Значит, біреу бар. Біреу деген әңгіме бар. Жоқ ол жерде. Кейде себеп қылмайды. Енді осыдан келесіге өтейік. Жарайды. Исхақ, мынандай мәселеге өтейік. Егер қандай да бір сен мысалы, сенің асқазаның жұмыс істеп тұр ма? Иә, біз бағанағы ережеге сәйкес айттық. Қандай да бір іс әрекет алатын болса, міндетті оның себебі бар, иә? Сен істетіп тұрсың асқазаныңды? Жоқ, асқазанымды мен істетіп тұрған жоқпын. Болды, кім істетіп тұр? Асқазанымды денемде болып жатқан процестер. Денеңде болып жатқан процестеріңді кім істетіп тұр? Ешкім. Қалай ешкім? Ештеңеден бірдесе шыға ма? Ештеңе деген процесс, ештеңе деген нәрсе бар ма жалпы? Енді өзі ғой сен ешкім деп тұрсың, сол ешкімнен бірдесе шыға ма? Ешкім деген ол кәдімгі бір кім дегенді қазаққа не сұрақ қандай нәрсеге қояды өзі? Ештеңе деп айтқан жоқпыз ғой. Олай подмена понятий жасамаңыз олай. Подмена понятий жасамаңыз. Ештеңе мен ешкім деген екі түрлі нәрсе. Детский нәрсе кіріп тұрсың енді сен. Детский емес, өте күрделі мәселе.
тағы да мен саған айтайын, денең сен процесске асқазан істеуіне себеп деп тұрсың ғой сен. Иә. Иә, денеңді не істетіп тұр? Денемді миым басқарып тұр. Жақсы, миыңды не істетіп тұр? Мидағы болып жатқан процестер? Жақсы, мидағы процестерді не істетіп тұр? Білмеймін оны не істетіп тұрған. Бітті ғой енді сен. Біз ереже бойынша біз не дедік? Қара, тыңда. Біз ереже бойынша айттық. Белгілі бір іс-әрекет болатын болса, міндеттерде оның себебі бар дедік, иә? Демек, ар жағында себеп бар. Значит, оны біреу істетіп тұр. Міне сол алла дейміз. Біреу істетіп тұр ма оны? Әлбетте. Енді сен қара. Тұра тұрыңыз. Біреуді кім істетіп тұр? Енді осы жерде теорияға келейік. Енді сен айтып тұрсың. Жоқ, даже, допустим, біреу дейік та андай миды бүйтіп басқарып отыр біреу. Ол біреуді кім істетіп тұр? Болды, енді тыңдасаңшы. Енді осы жерде біз мынандай теорияға келдік. Так, соңында біреу бар, который істетіп тұрған. Сенің сұрағың айтып бір. Енді ол біреуді істетіп тұр дейсің. Мен айтамын, ол біреу міндетті түрде өзі істеу деймін. Сен тұрып айтасың, неге ол өзі істеу? Бағана миды неге істетпедік деймін. Мен айтамын, миды істете алмаймыз. Неге? Өйткені ми жаралған, анау затты конечный точка қыла аламыз. Я қандай теорияға негізделіп дейсің? Мен айтамын, мына теорияға мынандай. Мәселен, әлем жаралған ба? Жаралған деген не сөз ол? Жаралған деген болса, оның алдына болмаған, кейін пайда болған деген сөз. Әлем пайда болған ба деп айтыңыз, иә. Иә. Пайда болған ба? Білмейміз оның пайда болған, пайда болмаған. Жақсы. Мен енді саған өйстіп айтайын онда. Әлемнің пайда болуын дәлелдеп берейін саған, иә? Қара. Әлемде екі нәрсе бар. Бұлар айн және арат деп білінеді. Енді саған аударатын болсам, әрбір әлемде әрбір нәрсе зат және оның сипаты болып бөлінеді. Дұрыс па? Келісесің бе саған? Білмеймін оны қаяқтан алғанда. Иә, бопты. Бұл енді истиқра деп аталады. Бұл наблюдение, дедукция дейді. Сен наблюдать етсең, ол саған шығады. Сен қара, қолыңа қара. Сенің қолыңның заты бар, және сенің қолыңның сипаты бар. Сен басыңа қара, стенаға қара. Әрбір заттың заты бар, және оның сипаты бар. Дұрыс па? Сосын? Иә. Енді қара, осы мен саған айтайын. Әлемде кез келген затты алатын болсаң, ол екі состояние тұрады. Либо ол қозғалып тұрады, либо ол тыныштықта тұрады. Келісесің ба? Иә, значит, тыныштық пен қозғалыс бұл оның сипаты. Дұрыс па? Біз білетін заттар шығар, иә. Иә, енді қабылдай берсейші пока. Енді қара. Сен қазір мәселен қолың тыныштықта тұр деп есептейік, иә? Не болса сен тыныштықта суперпозиция деген нәрсе бар да, мысалы, ладно, иә. Иә. Сен мысалы алдыңда бір вазаны елестет, ваза тыныштықта тұр, иә? Сол ваза тыныштықта тұрған кезде бұл неге ол тыныш болып тұр? Өйткені ода тыныш деген сипат тұр, дұрыс па? Тыныш деген сипат емес, оған просто оған сырттан әсер етіп жатқан жоқ. Енді қандай айтуға болады? Оған әсер ету болып жатыр, просто бізге көрінбейтін деңгейде болуы мүмкін, да? Жақсы, бірақ сен түсінбедің. Сен маған айттың ғой, әрбір зат не тыныштықта, не қозғалыста болады, иә? Ол сіздің анықтамаңыз, иә, мен толық түсініп тұрған жоқпын негізі. Негізі мен осы ғой мен саған айтқан. Сен негізі білмейсің да әйтеуір. Кішкентай адамдарда не қара, айтып алайын. Тоқта, жарайды. Философиядан алып алған дүниеңізді бәрі біле бермейді ғой. Иә. Қарасайшы, бұл исламский емес, бұл кәдімгідей общепризнанный да ол. Жоқ, общепризнанный емес, иә. Басқа орда барып іздеп көр сен. Түсінге маған келіп айтасың. Общепризнанный екен ғой деп. Қарағын. Енді сенде келісу, келіспеу хақың бар. Мен саған тағы да айтып тұрмын. Әрбір әлемде әрбір зат, әрбір нәрсе заттан және сипатынан тұрады. Келісесің ба? Допустим, иә. Енді, мен саған айтып тұрмын. Енді, демек, әлемде әрбір нәрсе заттан, сипаттан тұратын болса, екінші теорияны бекітемін, мен саған айтамын. Әлемде каждый зат не қозғалыста болады, не тыныштықта болады. Третий вариант жоқ. Келісесің ба? Жоқ. Көрсетші маған үшінші вариант. Себебі біз әлемдегі барлық затты білмейміз ғой. Сен оны білудің қажеті жоқ. Любой нәрсені қара, сен үшінші вариант тауып берсейсің. Білудің қажеті жоқ деген нәрсе емес. Мысалы, біз білмейтін нәрселер де бар ғой. Жақсы, мен саған айттым ғой, енді үшінші позицияны тауып берсейші онда. Қандай болды? Жоқ, тауып берсеңізші деп енді бағанағы өзіңіздің айтқан дүниеңізді, өзіңіз ұстаныңызды утверждать еттіңіз ба, докажите. Любой затқа қара, бұл мушахадан деп аталады. Сен көріп ақ, сіз деген любой зат дейсіз, мысалы, черный дыраның ішінде не болып жатқанын білесіз бе? Сен дедукция деген нәрсені естідің ба? Дедукцияңызды сол черный дыра сияқты немесе квантовый мирға қолдануға бола ма? Болады. Мен саған айтып тұрмын, әрбір зат не қозғалса, не тыныштықта. Егер сен келіспесең, үшінші вариант алып бере қойшы. Суперпозиция деген бір зат екі позицияда бірдей болуы мүмкін да, мысалы.
Қандай? Елестетпеші, бір затты тыныштықта мысленный эксперимент Шрёдингердің мысығы деген мысленный эксперимент бар да квантовый механикада. Типа ана бір мысық бар, сол мысықты қойып қояды, сосын жаңағы типа механизмдер жасайды. Енді анау біз жәшікті ашқанға дейін біз білмейміз мысықтың өлі ма тірі ма екенін. Жәшікті ашқанға дейін мысық екі бірдей позицияда, ол өлі де тірі де деген сияқты квантовый мирға жүретін суперпозиция деген түсініктер бар мысалы. Және одан бөлек жаңағы черный дыралар деген бар да, қара құрдымдар. Қара құрдымдарда біз білетін түсініктер, біз білетін даже физика заңдары, уақыттың өзі олай жұмыс жасамауы мүмкін. Жақсы, кім Исхақ, мен саған бағана абсурдность вещей деген сұраған кезде сен айттың, екі қарама қарсының бір жерде жинауы мүмкін ба? Егер біздегі алатын болсақ, кванттық дүниеде ол мүмкін деп жатыр. Кванттық деген қандай дүние? Бұл әлем емес па? Осы әлем, бірақ өте кішкентай. Онда болды, онда бір ереже ғой. Енді жақсы, қарашы, мен саған айтып тұрмын. Интуицияңыз бойынша абсурд көрінген нәрсе ғылыми дүниеде мүмкін болып қалуы ықтимал. Жақсы, онда неге ол абсурд деп аталынады? Егер ықтимал болады. Енді логикалық тұрғыда солай болуы мүмкін. Дұрыс қой, енді логикалық тұрғыда солай болатын болса, онда ол нәтиже бермей ма? Енді сіздің логикаңызға бағынбайтын дүниелерде бар екенін байқап жатырмыз ғой қазір. Қандай? Мысалы, уақыттың тоқтап қалады деп айтады. Неде? Қара құрдымдарда уақыт тоқтап қалады дейді. Олар жерде заңдылықтар жұмыс жасамайды дейді, біз білетін. Жақсы, онда бұл әлем емес қой. Ол осы әлем. Тогда ол осы ереже жүреді. Қалай ол сен осы әлемдесің, бұл ереже жүреді? Осы әлемнің өзінде... Не ол сен басқа ережеде, о не болмаса не дейді? Тұратырыңыз, сіз жаңа айттыңыз ғой. Сіз жаңа айттыңыз. Бүкіл нәрсе сондай екі... Исхақ. Исхақ. Білесіз ба осы ғаламдағы? Исхақ, қарашы, абсурдность вещей деген сен мойындайсың ба? Абсурдность логикалық тұрғыда, болуы мүмкін, бар ондай нәрсе. Бірақ ол не означает, что ондай нәрсе реальностьта болмайды деген. Енді пока, давай қазір на данный момент судить етейікші. Қазір в данный момент абсурдных вещей бар ма? Бекітіліп тұр ма? Логикада бар. Енді мен саған айтып тұрмын, логикада емес, бұл қазірде уақиғта да бар деп есептеледі. Енді мен саған айтып тұрмын. Логикалық жүйеде бар, реальностьқа салған кезде болмай қалады ол. Жақсы. Енді қарашы, Исхақ, сен өлі де тірі де болуы мүмкінсің ба? Қара, егер жаңағы интерпретациямен алатын болсақ, Шрёдингердің мысленный суперпозиция дегенмен алсаң, мүмкін. Қайсы? Енді сен өлі де тірі де қалай боласың? Оны квантовое бессмертие деп айтады. Жақсы. Өлі де тірі де деген, мен саған үстіп айтайын енді. Қара, ол неге тірі? Өйткені өлі емес, Енді қалай онда ол тірі деп айтасың сен, егер ол өлі болып тұрса? Қара, ол нәрсе наблюдатель ашқанға дейін екі бірдей позицияда тұра беруі мүмкін деймін. Енді бұл ақылда ғой, бірақ уақиғта ол жоқ қой. Мысалы, мен айтайын саған, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп сан кете берсе, ол тоқтай ма, тоқтамай ма? Тоқтамайды ол. Неге? Осы әлемде тоқтамай ма, ақылыңда тоқтамай ма? Жалпы, ақылыңда тоқтамайды ол. Ол ақылыңда тоқтамайды, бірақ әлемде сен тоқтамайтын нәрсені алып келе алмайсың. Вот, дұрыс. Енді осы тура мен саған айтып тұрмын. Демек ол жоқ нәрсе, пока ақылыңда болса. Тура осы ережеңізді өзіңізге қолданыңыз да, бағанағыға. Бүкіл әлемдегі барлық заттар туралы қалай утверждение жасайсыз? Бұл дедукция деп аталады, индукциямен. Қарашы, сен мысалы мен естіп қараймын. Дедукция болған жерде мынандай қателік кетеді да, оны қара аққудың қателігі деп айтады мысалы. Сіздің дедукцияңыз бойынша әлемде тек қана ақ аққулар болады деген түсінік болуы мүмкін да? Жоқ, бұл дедукция бойынша кәміл деп атады. Қара, мен сен білмей тұрсың бағда мәселеді. Менге естіп айтсам, мен қарадым да адамдардың бәрі, мен мысалы Қазақстанға қарадым да, Қазақстанда адамның бәрі аспанның астында жерде жүреді екен да. Әйтеуір, жерге сүйкен, жерде жүреді екен. Енді үстіп, адамдардың аспанның астында жерде жүреді екен деп өкім бере аламын ба басқаларына да, көрмегендерге де? Мүмкін беруіңіз мүмкін. Енді соны айтып тұрмын ғой, бұл истиқұрат тәмін деп атайды. Енді мен саған енді қара, тура соны айтып тұрмын. Мен қазір Қазақстандағы заттарға, алдымыздағы заттарға қарадық та айттық. Бірақ ол дұрыс, ол әрқашанда дұрыс деген сөз емес, және ол сіз жердің масштабы емес, анау бүкіл вселенныйдың бүкіл затының масштабында бұл вообще не работает. Сен ережені білмейді екенсің да, Исхақ, негіз бар. Жоқ, сіздің ережеңіз логикалық қателік алып келеді.
Жоқ, сен просто даже мен біле ма деп едім, маған біреулер айтқан ғой, неге сөйлесіп көру иә, конечно, сіздің ережеңіз негізде сен білмейді екенсің деп айтады. Black Swan fallacy деп айтады. Соған алып келеді. Қарашы, Исхақ, сен мынаны бекітіп тұрсың ғой, әрбір зат тыныштықта да және неде де болады деп, иә, қозғалыста да болады деп. Иә, мүмкін. Сіз ол исключать ете алмайсыз, себебі әрбір зат туралы утверждение жасай алмайсыз. Жақсы, енді үшінші позиция қандай ол? Белгісіз. Болды ғой, енді пока жоқ, иә? Белгісіз болған. Жоқ деген сөз емес. Сіз айтыңыз, мен білетін заттар туралы ғана деп айтыңыз. Жарайды, бұны тастайықшы, бұл бізде тупик тұр. Исхақ, мынаны айтшы, жарайды. Сен мысалы алдыңда сары зат көрдің, иә? Бір киім, джинсы шалбар болсын сенде, иә? Джинсы шалбардың заты бар, оның көк деген сипаты бар, дұрыс па? Иә, бәрекелді. Иә? Енді осы жерде бір күні сен шалбарыңды жуарсың, көк деген сипаты кете ма? Кете ма, кетпей ма? Иә. Кетеді. Демек, зат орында тұр да, оның сипаты ауысып жатыр, иә? Бәрекелді, дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс. Демек, енді мысалы, оның алдында көк сипат болды да, одан кейін тұрды да ақ айналды мәселен. Соңғы біз тұрамыз да. Енді біз айтамыз тұрамыз да, осы көк сипат тұрған кезде, ақ сипат болды ма шалбарда? Жумай тұрған кезде? Болған бұл керек. Жоқ, қой, ол болса, ол ақ цвет болатын еді ғой. Бұл көк болып тұр ғой. Енді астында болған шығар оның. Қалай астында? Енді астында дегеніміз екеуі бір затта тұр, екеуі де шығу керек деген сөз ғой енді ол. Енді ол бір бояудың астында екінші слой бола береді ғой? Жоқ, ол бір бояудың астында екінші слой тұрады дегеніміз, бұл сен сипаттың үстіне сипат тұрады деген сөз да ол. Сипаттың үстіне сипат тұрады деген болмайды ол. Ол сипатында бар, ол бояу деген бір бояудың үстінде бір бояу тұра береді, слой, ол бәрі бір сипатта. Сен ережелерді білмеу қиын болып тұр да ема. Қандай ереже білмеймін ғой, енді сіздің мысалыңызда. Красканың үстінде краска бола береді ғой. Енді осы ақ сипат көрінбеді. Жарайды, сенің ойынша. Көк сипат тұрды, көк болып тұрды. Сөйтіп, ол джинсиді жуған кезде көк сипат кетті да, ақ сипат келді ғой. Демек, көк сипат болып тұрған кезде ақ сипат болмады. Сөйтіп, ақ сипат келген кезде көк сипат кетті, дұрыс па? Ақ сипаттың басы бар, значит. Келіп кеткен жоқ, басын просто ауыстан, анан алып. Бар болды, жоқ болды дейші, бар болды, жоқ болды. Екеуі де бар болды. Екеуі де бар болатын ма, сонда ақ та көк те болатын еді ол. Просто астында тұрды да екеуі де. Жоқ деген сөз емес қой, жоқ болса шықпайтын еді ғой. Жақсы, мен сен мынаны түсінбей тұрсың да, сипаттың үстіне сипат тұрмайды деген мынандай нәрсе бар да, теория, қара. Мен айтам ба, қараш, сенің білімің көк дей алам ба мен? Білмеймін, нені білім бар ғой, білім бар ғой, білім. Дей аласыз, себебі синестезия деген нәрсе бар. Синестетиктер сөздерді, әріптерді, дыбыстарды түспен көретіндер бар. Мысалы, білім деген сөз көк деп айтатын адамдар болады, миында сәл басқаша ойлайтын, яғни синестетиктер деген әріптерді, дыбыстарды түспен көретіндер. Сіз білім көк деп айтуыңыз мүмкін, егер синестезия сізде болса. Жақсы, мен саған айтайын. Қарның ашуы сенің серебристый цвет десемші. Олай да айта аласыз, егер сізде синестезия болса. Жоқ, синестезия болса қалай айтасың сен? Адамдар әртүрлі нәрсені әртүрлі образбен көретіндер бар, ондай адамдар. О, қалай образбен көреді? Сен не? Мысалы айтады. Жоқ, қара. Абстракт деп атылады. Абстракт көріне ма? Абстракт емес, олар солай өздері қабылдайды. Енді ол өздері қабылдаса, мен білмеймін, бірақ анау әңгімеңде дұрыс емес даже. Мен саған айтып тұрмын, қарашы, абстрактылы көріне ма, көрмей ма, сталына ма, сталынбай ма? Ол көрмейді, бірақ солай қабылдайды олар. Енді қабылдау басқа әңгіме, бірақ ортақ бір ереже бар ма, бір ақиқат? Айталама дедіңіз ғой, сөйтіп айталама дедіңіз, айталады олар. Жарайды, мәселе айтады емес, мәселе онда ақиқатына келейік. Енді қара, осы жерде біз айталам, мынандай үкім беруге бола ма? Қарын ашу бұл серебристый деп. Синестетик тұрғысынан, иә. Үкім ба бұл, айталама бұл? Айталады үкім өздеріне. Өздерінің, саған сол жүре ма? Жоқ, маған жүрмейді ол. Болды, онда демек ол ондай емес, иә? Енді қара. Сол үшін солай ғой. Әрбір заттың бір ақиқаты бар ма, бірнеше ақиқаты бар ма? Соған келу керек болды бізге. Ойбай, Исхақ сен деген. Даже түстің өзінен ақиқат таба алмайсыз ғой, мысалы түстің өзі. Бірінші класстан бастау керек болды бізге. Қарашы, жарайды, әрбір заттың қанша ақиқаты болады? Бір ақиқаты ма, екі ақиқаты ма?
бір түсті адам бәленбай адам бәленбай Қарай, түрлі түсті қойшы, түсті қазір сен бәрі тұналып тұрған жоқсың. Қара, бір ақиқат бола ма заттарда, әлде бірнеше ақиқат бола ма? қабылдауға байланысты. Қалай қабылдауға байланысты? Сен мысалы піл келе жатса, сен айтасың піл дейсің де мен тұрамын, жоқ, бұл жылқы десем бола ма? Болмайды. Енді сол ғой, бір ақиқат қой онда. Енді жарайды, ладно. Я сөйтші, құдай, енді абсурдысқа бармақшы, кішкентай бала емес шығар енді, құдай. Неше түрлі нәрселер бар. Қара, жарайды енді. Енді өйстіп бір ақиқат екенін білдік енді. Енді айтып жатырмын мен саған, бір ақиқат болатын болса, егер біз сипаттың үстіне сипат дегенді айтуға бола ма? Мысалы, қарын ашу серебристый деп. Болады. Неге болады? Сен айтасың ба сөйтіп? Жоқ. Енді онда екі ақиқат болып қалды осы енді. Екі ақиқат емес, ол просто ана адам сөйтіп айта алады. Мен мысалы түсін білмеймін ғой оның. Дұрыс қой, енді саған значит екі ақиқат болып қалды ма? Жоқ, мен түсін вообще білмеймін ғой, ол қарын ашудың түсі бар ма жоқ па? Енді сен білмеген емес, сен айтасың ба, айтпайсың ба? Мен айтпаймын, білмеймін себебі оның түсі бар ма жоқ па ондай. Енді мен қарашы, мен саған абстрактылы нәрселер, бұл ереже да, сен кішкене бар физиканы оқып берсің, осыдан кейін барып. Сіз ережені қарын ашудың түсіне қатысты қалай ереже қоясыз? Ол деген мен де айтып отырмын, мен оны білмеймін түсін. Ал оның түсін білетін адамдар бар. Ей, абстрактылы нәрседе түс болмайды. Мен саған айтсам қазір, ана қарын ашуды әкеп берші десем, сен әкеп бере аласың ба? Көк түспен. Жоқ, әкеп бере алмайсың, бірақ айта аласың ба? Ол енді абстрактылы нәрсе. Енді қара, жақсы, осы жерде осындай еш нәрсе бекітіледі. Сипаттың үстіне сипат болуы абсурд бұл. Қай қағанға барсаң да, просто сен мына жақта түсінбей тұрсың да. Енді одан кейін абсурд сипаттың үстіне сипат болмайтын болса, демек қазір джинсы не көк, не ақ. Онда бағанағы синестетиктер, онда олар абсурдный әлемде жүргендер ме? Егер сен олардікін қазір дұрыс деп қабылдайтын болсақ, онда сенде екі ақиқат демек. Жоқ, олардікі абсурд бола ма не? Олар солай әлемді қабылдайды. Жоқ, олар просто сөйтіп өзін терминология беру мүмкін, көк, ақ деп. Бірақ олар ақ пен көкті көрмейді. Өйткені невозможно қарын ашудың ақтығын көктігін көру. Олар қайдан алып отыр онда оны? Потому что абсурд, любой бәрі ереже жасалынған, сен абсурд деген нәрсені білмейсің ау. Абсурд емес қой, олар деген кәдімгі көреді ғой, дыбыстарды түстермен көреді. Көрмейді, олар сондай интерпретация жасайды. Көк деп атау беру мүмкін, ақ деп атау беру мүмкін, бірақ олар көрмейді көк цветті. Мысалы, иіс деген домалақ бола ма, иіс домалақ бола ма? Кей адамдарға болуы мүмкін. Бұл абсурд, сен қара әңгімеңді айтасың. Қалай абсурд ол? Ондай адамдар бар болса, қалай абсурд болады? Кім? Айтшы маған, кім? Синестетиктер деп жатырмын ғой, сондай адамдар бар. Жақсы, сен домалақ дегенді біліп тұрсың ғой не? Біледі. Енді осы жерде ана иіс деген домалақ болып келе ма? Бір адамдар сөйтіп қабылдауы мүмкін. Мен оның формасын білмеймін. Осы жерде көрініп тұр, сен қабылдау деп неге айтып жатсың? Өйткені мәселе қабылдауда, мәселе ақиқатта емес. Өйткені жаңағы теорияға ақиқат деген нәрсе жоқ қой жерде онда. Ақиқат жоқ па әрбір заттың? Енді білмеймін ғой, қабылдауда деп жатсың мәселе. Сен өйткені ақиқат емес, сен оның ақиқатқа нұсқаған келіп тұрған жоқ, сен қабылдау, сөйтіп қабылдайды деп өзің санаңды айтып тұр сен даже. Енді мен саған айтып тұрмын, қара, жарайды, полемика болып кетті да енді. Нормальный сөздер сен қабылдай алмай тұрсың да, айқын ақиқат. Сен даже сен поддерживать ететін жігіттердің өздері болатын болса, мен ойлаймын негізі мына анық көрініп тұр ғой. Жарайды, сіз соны аргументіңізді аяғына шығарыңызшы, жарайды, мен бөлмей ақ. Иә, осы джинсы шалбар бар дейді, иә. Джинсы шалбар, көк, ода цвет сипат болатын болса, ол көк болып тұрады, ақ сипат болатын болса, ақ болып тұрады, дұрыс па? Енді айтады, егер ол сен жумай тұрған кезде көк болып тұрды. Енді жуғаннан кейін ақ болған кезде көк кетті ғой, ақ келді. Өзінде көк кеткен кезде көктің соңы бар. Ақ, бірақ көк болған кезде болмады. Демек ол кейін келген кезде басы бар. Демек көктің аяғы бар, ненің ақтың басы бар. Сен тұрды ағарғаннан кейін бір күні, мен тағы бұны көкке айналдырам дедім. Сен көк цветпен қайттан первомен жуында көкке айналдырдың. Осы кезде ақ кетеді да көк келеді, иә? Бірақ зат тұрма орнында, джинсовый шалбар тұрма орнында. Иә, тұр, айта беріңіз. Иә, демек, сипаттардың получается көктің де, ақтың да басы бар, соңы бар, дұрыс па? Дұрыс. Иә, енді не басы бар, не соңы бар, бұл жаралған деймін. Осыған келісесің ба? Жаралған? Иә. Жаралған деген сөзді қалай қолданады, мен түсінбеймін ол. Пайда болған деп айтамыз ба, или қалай? Жаратылған да, әйтеуір. Жоқтан пайда болған да, әйтеуір. Жоқтан пайда болған?
иә ол алдында жоқ болған кейін болған деген сөз ғой. Жоқ деген состояние бар ма не? Құдай енді. Физикада абсолютно жоқ деген состояние жоқ қой. Иә, өте дұрыс. Жоқ деген состояние жоқ. Өте дұрыс, мен келісемін. Иә, бірақ бұл сен көмектеспейді да, не яке отырсың, мен вообще түсінбей. Көмектеседі, енді ол жоқ деген состояние жоқ болса, жаралған деген сөздің мағынасы жоғалып кетеді ғой. Жақсы, онда сен айтқың келіп отыр ғой, іштен келген нәрсенің басы жоқ деп. Басы бар шығар, білмейміз, бірақ оның басы қаяқта екенін. Енді мен саған айтып тұрмын, жаңа көк цветің кеткен кезде ақ цвет келген кезде ақ цветтің басы болып тұр ма? Е, бар болып тұр, е. Енді бұл демек басы бар. Енді мен айтамын, не басы бар, не соңы бар, жаралған деймін. Келісесің ба? Жоқ, жаралған деген мен келісе алмаймын. Не, сен ойынша ол не деп айтамыз? Ол не басы бар, не соңы бар? Жаралған деген сөзді қалай қолданады, мен білмеймін. Ол жаралған деген әңгіме қазір жаралған. Сен қарашы, сен 94-сің. 94-тің алдында сен болдың ба, болмадың ба? Жоқ. Демек 94-та пайда болдың, дұрыс па? Басың бар. Енді сен бір айтайықшы, бір 100-де ма өлесің, иә, иншалла, ғұмырың ұзақ болсын. Сол кезде соңың болады, иә, дұрыс па? Дұрыс. Иә, енді сен жаралғансың ғой. Мен пайда болғам, иә. Иә, пайда болғансың, жақсы. Енді айтып отырмын мен саған, демек пайда болған. Бір нәрсе пайда болған. Жарайды, саған ұнап тұрса, бұл интерпретация пайда болған деген. Бір нәрсе болғанда тура сол жаңағы светтеріңіз, иә, солар пайда болған. Иә, свет пайда болған, иә, енді. Енді қара. Демек, не басы бар, не соңы бар. Бірақ ол светтер жоқтан пайда болған жоқ, бір күйден екінші күйге ауысты. Жақсы. Бірінші күй, көк күй болып тұрған кезде ақ күй болмады ғой, үшім. Иә, бәрібір, бірақ сол молекулалар бәрі бар ғой енді ол. Молекула зат, мен сипатты айтып отырмын мен. Енді ауадан Жақсы, сен түсінбей тұрсың, зат деген бар, сипат деген бар. Сипатты айтып отырмын мен, абстракцияны айтып отырмын. Қайдан шығады молекулалардан құралмаса? Түс деген қайдан шығады деген ол заттың сипаттарынан құралмаса? Молекуланың сипатынан шығады. Дұрыс қой, енді бәрібір бар нәрседен ауысып тұр ғой. Жақсы, осы жерге келдік енді. Енді айтады, енді демек джинсы бар, көк цвет, ақ цветке ауысып отырады. Енді жалпы джинсы шалбар сипатсыз болуы мүмкін ме, қандай да бір зат? Оның ішіне джинсы шалбар сипатсыз болуы мүмкін ме бір зат? Сипатсыз. Джинсы шалбар ма? Жоқ, болмайды. Иә, сипатпен болады, демек. Енді біз айтып отырмыз. Демек, не қандай да бір зат біреуге мұқтаж болатын болса, ол мұқтаж болған заты пайда болған болатын болса, ананда пайда болған қылады оны. Өйткені не мұқтаж пайда болғанға, ол да пайда болған. Келісесің осыған? Иә. Демек, джинсы шалбар пайда болған, дұрыс па? Дұрыс. Иә. Енді, демек мен қазір джинсы шалбардың негізінде мен саған келтіріп отырмын. Мынаны айтамын. Әрбір зат әлемде сипаттан заттан тұрады. Соған келісесің ба? Әрбір зат деген мен бағанағы әңгімеге қайтып ораламыз қазір. Сіз андай общий түгел неңізге барасаңызшы аяғына. Иә, енді демек, енді біз айта аламыз, егер әлемде әрбір зат денеден және сипаттан тұратын болатын болса, енді сипат деген бұл пайда болатын нәрсе болатын болса, пайда болатын нәрсе ана затта автоматически не мұқтаж пайда болған нәрсеге онда пайда болатын болса, демек әлемің сенің пайда болған, дұрыс па? Өйткені әлем біз зат пен сипаттан тұрады деп жатырық. Әлем пайда. Сен айтып жатсың ғой, айтып бол деп жатсың ғой. Әлем пайда болған. Демек, әлемге келдік қой енді, дұрыс. Әлемге келдік. Енді вот әлемге келген кезде сіз уже әлемнің бастауын таба алмайсыз да. Жақсы. Енді әлем пайда болған кезде мен саған үш ақ вариант айтайын. Не өзімен, екі ақ вариант айтайын. Не өзімен өзі пайда болды, не басқа біреу пайда болды. Келісесің ба, келіспейсің ба? Жоқ, әлем пайда болған деген әңгімені айтуыңыз үшін сіз әлемнің бастауын табуыңыз керек. Әлем пайда болды деп сен. Жоқ, мен оған келіскен жоқпын, оның алдыңғыларға келістім. Сосын әлемге келген кезде сен ойынша пайда болды деген не сөз, пайда болды деген? Әлем деген нәрсе пайда болды деп айту үшін сіз сол әлемнің басталған жерін тауып беріңіз маған. Мен саған айтып тұрмын ғой, қарашы. Егер қандай да бір сипат болатын болса бір затта, сипат сен келістің оның пайда болған нәрсе екен. Енді осы зат пайда болған нәрсеге мұқтаж болатын болса, ол да пайда болған болып есептелінеді ғой. Әлем зат пен сипаттан тұрады. Демек, әлемнің заты бар, және оның сипаты бар. Сипаты бұл пайда болған. Оның сипаты пайда болған. Демек, не пайда болады?
не пайда болады, не әлем заты пайда болған нәрсе сипатына мұқтаж болатын болса, онда әлем де пайда болған. Әлемнің сипаты қандай оның? Әрбір сен мынаны қара, әлемдегі әрбір зат сипат пен заттан тұра ма? Бірақ әлемде жоқ, бұл композициялық қателік деп аталады. Сіз әлемдегі әрбір затты алдыңызда, сол әрбір заттардан құралған целый әлем, ол да тоже сондай сипаттарға ие деп, қасиеттерге ие деп айтып жатсаңыз, ол қате болады. Жақсы. Енді сенің ойыңда сол кезде, мәселен, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ға дейін цифр бар болады ғой. Соларды біз 10 цифр деп айтауға болмай ма сол кезде? Жоқ, 10 цифрды болады. Ол цифрларға баға. Енді қараңыз, мен сізге обратный вариантын айтамын. Бір тал шөп жеңіл, бірақ сол бір шөптерден құралған мая жеңіл ма? Бұл вообще келмейді сенің сұрағың. Келеді. Сен мынандай сұрақ қойып бересің, қарашы, менің сөзімді құртқың келетін болса, сен бай қоясың да сен. Жоқ, егер шөптерден тұратын болса, бұл бір мая шөптерден тұратын болса, ол шөп болмауы мүмкін ба деп қойың керексің да сен. Жоқ, олай емес. Сен просто келтіре алмай тұрсың дәлелдеріңше. Жоқ, олай емес, мен айтып отырмын. Қарашы, Исхақ мен айтып тұрмын, әлем сипат пен заттан тұрады. Жаңағы тура сол затыңыздың сипаттары басталып аяқталып тұр, дұрыс па? Иә. Енді сіз сол сипаттары басталып аяқталатын заттардан құралған бүкіл әлемді тоже оның сипаты да басталып аяқталады дегенге келдіңіз ба? Мен саған айтып тұрмын, әлем зат пен сипаттан тұра ма деймін. Қарашы. Соны айтып отырмын ғой, жаңағы мая шөптерден тұра ма? Иә, шөптерден тұрады. Шөптерден тұрады, бірақ шөп жеңіл, мая жеңіл ма? Причем тут шөп жеңіл, мая жеңіл? Бұл көмектеспейді деймін саған. Көмектеседі. Себебі шөптегі бар сипат пен қасиет бүкіл маядағы шөп пен қасиетке тең ба? Жақ, мая деген не? Мая деген бұл вообще қатысы жоқ қой, сенің атауың. Қатысы бар. Қайтадан айтам. Бір тал шөпте бар қасиет пен сипат, сол бүтіндей мая шөптегі сол қасиет пен сипат бірдей ма? Қарашы, сен мынандай айту керексің, сен мен саған көрсетіп берейінші қателігіңді. Сен қазір өйстіп айту керексің. Мен сізге көрсетіп отырсам қателігіңізді міне. Жоқ, просто сен шеше алмай тұрсың да мәселені. Шеше алмай, мен шешіп тұрмын ғой, енді тура айтып тұрмын ғой. Исхақ, өйстіп айтсаң болатыны. Қарадан тұратын нәрселер бәрі қара. Бұл қара ма барлығы? Дұрыс. Қара ма? Иә. Енді сол ғой. Енді мен саған айтып тұрмын. Енді дұрыс. Қара. Бір жерде бар екен, екінші жерде не работает жол? Тыңдашы. Енді қара. Әлемдегі бүкіл зат сипат пен заттан тұрады. Дұрыс па? Сіздің заңдылығыңыз бірде жұмыс істеп, бірде жұмыс істемеуі мүмкін екен мойындайсыз ба? Жоқ, мойындамаймын. Қай жерде істемейді, айтшы маған. Енді айтып отырмын ғой, бір тал шөптің қасиеттері бүтіндей мая шөпте бар ма деп жатырмын. Сен вообще сен мынандай айту керексің, сен сұрақ дұрыс болу үшін. Менің бүкіл мая шөптерден тұрады. Тыңдашы, мен шөп көрсетіп берейін сенің қателігін. Сен бүкіл бір мая деген бума шөп қой, иә? Бір бума шөп. Енді айтып жатсың, біз оған шөп деп үкім бере аламыз, егер ішіндегі каждый нәрсе шөптен құралса. Мен айтамын, иә, шөптен үкім бере аламыз. Онда айтып отырған керексің да сен вообще түсіне алмай тұрсың өзің. Менің нәрсемді өзіңізге удобный қылып бөліп бұрып жатсыз. Жоқ, Исхақ, бәрі түсінікті негізі. Мен білмеймін. Мынандай айту керексің деген әңгіме не дейді? Жарайды, мен жалғастыра берейінші. Одан кейін біз айтамыз. Осы кезде егер әлемді мәселен затпен тұратты сифаттан тұратын болатын болса, не зат болатын болса, сифат басы бар, соңы бар болатын болса, онда мен саған айтайын, әлем мұқтаж болатын болса, басы бар, соңы барға, онда ол да басы бар, соңы бар болып есептелінеді. Пайда болған. Неге қай жерін айтып жіберші маған, дұрыс емес екенін? Баған айттым ғой, әлемнің басы қай жерде, соңы қай жерде. Енді сен қалай ойлайсың? Мысалы, мен көк цвет болмады деген кезде, ақ цвет келді деген кезде, мен саған айтсам жоқ, әлемнің басталғаны туралы сізде информация бар ма сонда? Мен саған айтып тұрмын ғой, әлемнің жаралған екені, бұл сипатқа негізделіп тұр. Бұл не сипат? Егер әлемде әрбір нәрсе зат пен сипаттан тұратын болатын болса, сипат бұл басы бар, соңы бар болатын болса, енді қараш, бір нәрсе шөпті қайта айтамын сізге ше. Қара, бір нәрсе мұқтаж, басы бар, соңы бар нәрсеге мұқтаж. Ол да басы бар, соңы бар бола ма, болмай ма? Әлем не обязательно ол?
Не? Қалай айтпеші маған қарсысың? айтып отырмын ғой енді бағанағы бір тура шөптің мысалы сияқты ол олай не всегда так работает ол. Келтірші шөптің мысалын, сен ол сенге түсініп тұрған айтып отырмын ғой, шөп, бір тал шөп бар, ол жеңіл. Сол шөптерден құралған бір мая шөп жеңіл емес қой. Әй, сен бұл жерде мынандай нәрсені қолданып тұрсың да, сен шөп болып, мен саған түсіндіре алмай тұрмын. Сен ол шөп болатын болса, бұл шөп болмай қалу керек сенің теорияң бойынша. Бұл бірақ сен бола береді, шөп бола береді, бірақ сипат жоқ ондай. Сен қазір қара, мен саған әлемді келтірген кезде мен айтып тұрмын ғой, әлем әрбір зат әлемде зат пен сипат деп мен саған частицаларын айтып тұрмын, сен тұрасың да қара, сен айтасың бір мая шөп дейсің да, сөйтіп жеңіл деген кезде сен әрбір шөп жеңіл дегенді қолданып тұрған жоқсың да сен әрбір құр жеңіл болатын болса дейсің. Енді мен саған айтамын, оның ішіндегі шөп па әрі? Иә, сен енді ол жеңіл ма деген үкім шығарып тұрсың, мен айтамын, жеңілге қатысы жоқ. Мен айтып тұрмын, ол шөп па деген үкім шығарып тұрмын деймін. Ой, шөп емес, сіз деген сипатына қарап бүкіл әлемнің бастау аяғы бар деген әңгіме шығарттыңыз ғой. Дұрыс қой енді, не бар? Дұрыс қой енді, сіз айтып отырсыз, бір тал шөп жеңіл, демек сол шөптерден тұратын мая шөп, ол тоже жеңіл деген әңгіме шығарып отырсыз. Композициялық қателік қой бұл. Ойбай, композиция емес, сен қазір композицияның не екенін түсінбей тұрсың ғой дос. Қара. Ой, композиция fallacy деп аталады бұл, композициялық қателік қой. Исхақ, мына бір 10 не жинап алайын? 10 қара жинап алайын. 10 қара. Бұлар бәрі жинағанда қара ма, қара емес па? Ол қара болады, дұрыс. Сіздің айтып отқан, мен айтып отырмын, ол бірде работает, бірде не работает. Так что қай жерде не работает? Қай жерде? Сен егер мая дегенде жеңіл болады десең, бұл сен келтіріп тұрған жоқсың, дұрыс. Дедукцияң дұрыс емес сенің. Сен мантық логикаң дұрыс емес. Қалай дұрыс емес? Сен қарашы, мен саған не келтіріп тұрмын? Екеуміз салыстырайықшы. Мен саған әлемді келтіріп тұрмын. Мысалы мен айтып тұрмын. Әлем басы бар, соңы бар болып есептелінеді. Неге? Өйткені әлемнің ішіндегі әрбір зат басы бар, соңы бар. Әлем содан тұрады. Демек, әлем бәрі басы бар, соңы бар. Дұрыс, міне, идеальный, тоқтаңыз, идеальный, міне, тура. Мен де сөйтіп айтып жатырмын. Шөп ауыр, себебі оның ішіндегі әрбір бір тал шөп ауыр деп айтып жатырмын. Сөйтсем бұлай болмай қалады екен, бұл қате болып қалады екен логикалық. Жоқ. Неге? Өйткені сен қара, естіп келтіріп жатсың да, сен егер әрбір шөп ауыр болатын болса, онда ол ауыр болады общий. Мен саған соны айтып тұрмын. Егер әрбір зат әлемнің ішінде зат пен сифаттан тұратын болса, ол барлығы зат пен сифат. Егер әрбір шөп ауыр болатын болса, онда барлығы ауыр. Жоқ, әрбір шөп жеңіл болып тұрып, бірақ солардан құралған мая ауыр болып тұрған жоқ па? Жеңіл болып тұратын не болса, мен саған исайып тұрған жоқпын ғой. Әрбір зат қара, сен Исхақ түсінбей тұрсың да просто. Мен саған элементарный қателігіңізді мойындамай жатсыз просто. Қараш, сен қазір не деп үкім беріп тұрсың шөпке? Жеңіл шөп беріп тұрсың, иә? Енді ол жеңіл ғой, так бір тал шөп. Жақсы. Енді мен саған айтып тұрмын. Мен сенің теорияң дұрыс болып есептелінеді, егер мен естіп айтсам, әлемде зат қана бар. Сөйтіп, жиналғанда бәрі, зат пен сипат десем, сен айтасың. Осы кезде сенің теорияң дұрыс болу ықтималдығы бар. Бірақ мен жиналғандардың бәрі бірдей, нәтижесі бірдей деген ситуацияны келтіріп тұрмын. Бұл как, например, сенің мысалыңда, каждый шөп ауыр. Демек, бүкіл жинағанда ол ауыр. Осыны мен келтіріп тұрмын саған. Ол болмай тұрғы солай. Жоқ, ол менікі дұрыс болу үшін мен саған ауыр шөп деп айтуым керекпін мен саған. Үшін дұрыс емес. Енді қара, енді ол түсіндің деп ойлаймын, жетті деп ойлаймын. Жоқ, бәрібір логикалық қателік тұра береді ол солай. Білмеймін, сіз қалай түсіндіріп жатқаныңыз. Енді әлемнің бастауы бар, соңы бар деген қақтан шығардыңыздар мысалы. Жақсы. Естіп айтайықшы, әлем мәңгі ма? Мәңгі емес. Енді мәңгі еместің қарама қарсы мағынасы не? Бастауы бар, соңы бар. Болды ғой. Енді мәңгі емес десең бастауы бар, соңы бар деп тұрсың ба? Басы қайда? Енді өзің айтып тұрсың ғой, сен бастау мәңгі емес деген кезде бұл бастау бар, соңы бар. Енді қараңыз, логикалық тұрғыдан, иә, бірақ эпистемиологиялық тұрғыдан жалпы біз оның басы бар деп айтатындай басы бар ма оның? Жоқ, сен тәжірибелік тұрғыдан деп тұрсың ғой сен. Иә, жалпы біз космологиялық логикалық тұрғыдан, иә, дұрыс, жаңағы бір нәрсе мәңгі емес болса, ол бірдеңе деген сияқты. Бірақ жалпы мына вселенныйдың бастауы бар ма, жоқ па деген сұрақтың жауабы табылған жоқ та? Енді қара, мен саған енді естіп айтайын. Егер логикалық тұрғыда елестетуге болады деп тұрсың, на уровне логики, иә?
Любой нәрсені айтуға болады ғой, иә. Болды. Жоқ, логикада любой нәрсені айтуға болмайды. Егер логика, абсурдтық логика деген бар, который ол келмейді. Любой нәрсені логика айтуға болмайды. Қара енді. Енді мен саған өшірді айтайын. Кім, Исхақ, айтып жіберейін. Қазір, сіз апара жатқан дүниеде Вселенныйдың өзі басы жоқ, аяғы жоқ болып қалуы мүмкін ба? Жоқ, мүмкін емес. Не себепті? Логикалық тұрғыдан. Қазір қара. Енді сен тұрасында айтасың, логикалық тұрғыда басы бар дейсің да, бірақ тәжірибелік тұрғыдан ол жоқ, білмейміз дейсің. Сен тәжірибелік тұрғыдан ғой ол, логикалық тұрғыдан басы бар. Жалпы, білмейміз оның басы бар. Енді, дәлді, логикалық тұрғыдан сен енді басы бар деп есептей берейік. Демек, сен қазір мойындап тұрсың, тошта ол логикалық тұрғыда әлем басы бар жаралған, дұрыс па? Допустим. Енді мен саған осы жерде өйстіп айтамын. Екі-ақ вариант, логикалық тұрғыда, екі-ақ вариант. Не ол жаралған өзінің себебінен, не ол жаралған басқа біреудің себебінен. Өйткені біз жаралған деп үкім беріп тұрық. Енді осы жерде тұрады. Біз өзінің себебінен жаралу ықтималдығы бар ма бір заттың? Конечно. Қалай көрсетті, айтып жіберші маған түсіндіріп. Вселенныйда білмейміз ғой, басында қалай болады. Жақсы, мен саған өйстіп түсіндірейін. Әрбір зат өзін жаратты деп есептесек, ол өзін жаратар бұрын екі жағдайда болады. Либо ол бар болып өзін жаратады, либо ол жоқ болып өзін жаратады. Дұрыс па? Қалай? Әрбір зат, или бір зат өзін жаратты деп елестетсек, екі жағдайда жаратады өзін. Не ол бар бола тұра өзін жаратады, не болмаса ол жоқ бола тұра өзін жаратады. Енді осы жерде бар бола тұра өзін жаратады деген неге версия келейші? Бар бола тұра өзін жаратады десе, өзін жаратамайды, өйткені ол бар. Ол қалай ол бар и өзін жаратады? Егер екінші версия келетін болсақ, жоқ болып ол жаратады десең, ол жоқ ештеңе әсер етпейді. Сен айтпақшы, жоқ, ол жоқ. Онда ол бір сен бар қыла алмайды. Демек, бұл жерде егер әлем логикалық тұрда жаралған десек, оның өзін жаратты деген версиясы құлайды. Неге? Бұл жерде түсіндіріп тұрмын ғой. Егер өйткені өзін өзі жаратты деген версия құлайды ол. Өзін өзі бір нәрсе жаратты десек, онда ол бар бола тұра өзін жаратады, не болмаса жоқ бола тұра өзін жаратады, басқа вариант жоқ. Енді өйстіп айтайықшы, бар бола тұра жаратты дейікші өзін. Бұл абсурд. Почему? Потому что ол бар болатын болса, ол неге жаратады өзін? Бұл абсурд. Енді айтамыз, екінші вариант. Жоқ болып тұра өзін жаратты дейікші. Жоқ болатын болса, ол жарата алмайды. Жоқ ештеңеге әсер ете алмайды ол. Жоқ болып бар бола алмайды. Енді осы жерде вариант өзін өзі жаратты деген құлайды. Бізде бір вариант. Енді осы әңгімеңізге ше, әдемі келдіңіз. Дұрыс, осы әңгімеңізге әдемі келдіңіз да, енді оған қосыла қояйын десем, мен андай бірдеңе оқыдым да, квантовый флуктуация деген нәрсені ше. Квантовый флуктуация деген нәрсе былай болған ғой, қысқасы. Физиктер алғанда кеңістіктен, вакуумнан біз білетін молекула частицаның бәрін алып тастаған ғой. Максимально жаңағы біз білетін частицаның бәрін алып тастаған ғой. Сөйтсе, виртуальный частицы деген нәрселер рандомно пайда болып, рандомно жоғалып кетіп отырады екен да. Жақсы. Бұл жерде сенің версияң неге келмейді? Өйткені бұл оның біреу экспериментально доказанный нәрсе. Оны біреу жаратып отыру ықтималдығы тұр ғой, түсініп тұрсың? Жоқ, ықтималдығыңызды қоя тұрыңыз. Бұл жерде ешқандай частица қалдырмаған кезде, 100% вакуум жасағанда, бүкіл нәрсені алып қойған кезде, квантовый флуктуация деген нәрсе, виртуальные частицалар появляются и исчезают. Осы нәрсе, бұл экспериментально доказанный нәрсе, қазіргі таңда ғаламның пайда болуының мүмкіндігі, өздігіне пайда болуының мүмкіндігінің бір мысалы ретінде қолданылып жүрген дүние. Жақсы. Енді мен саған айтып тұрмын, бағана біз екеуміз бір мәселені мен әдейі бекіттім. Нені бекіттім? Айттым, әрбір нәрсе еш себепсіз орын алмайды. Любой әлемде болып жатқан нәрсе бір себеппен, дұрыс па? Бағана бекіттік па? Осыған енді біз енді сен қазір айтсың, частица пайда болды деп жатсың. Бұл нәрсе іс-әрекет орын алып жатыр ма? Қара, осы нәрсені бағана енді осы іс-әрекет орын алып жатса, қара, мен бітіре салайын. Енді іс-әрекет орын алып, рандомный частица появляться етіп жатыр десең, сен мойындасаң, то, что әрбір іс-әрекет бір себеппен десең, демек, рандомный частица бір себеппен, сен өзің ол солай ереже, сен өзің мойындасың. Сол ережені алып келген кезде, біз бағана айтқан сияқты, кейбір ережелер, кейбір дүниелерде жұмыс істемей қалып жатыр.
кім Сайкю, Исхақ, сен екі сөйлеп тұрсың. Сен бағана былай дедің да, енді былай деп тұрсың. Логикалық, мен бағана тағы да айттым. Логикалық тұрғыда кейбір нәрселер болғанымен, кейбір немесе кванттық, немесе черный дыры сияқты жерлерде біздің интуициямызға, логикамызға қайшы нәрселер болып қалыватыр деп айттым оны. Жақсы, мен саған өйстіп айтайыншы тағы да. Жаңа частицы, рандомный частицы пайда болды дедің ғой? Иә. Иә. Енді айтшы, осы жерде бұл не өзін өзі жаратты, не оны біреу жаратты, дұрыс па? Ол белгісіз қалай пайда болып қалай жоқ болады. Енді басқа үшінші вариантың бар ма? Білмеймін оның қайсысы екенін. Болды. Онда пока логикалық тұрғыда мойындап тұрсың ғой екі вариант екенін. Екі вариант бар, иә, дұрыс. Иә, болды. Демек, екі вариант. Егер рандомный частицаның екі вариантпен қарастыратын болсақ, не ол өзін жаратты, не біреу жаратты. Өзін жаратты деген версияға келейікші. Біз айтамыз, бұл екі жағдаймен жасалынады. Либо ол рандомный частица оның алдында болып, соң кейін өзін жаратады, не болмаса ол оның алдында болмайды да сосын жаратады. Мүмкін әбден. Енді осы версияны қарастырайықшы екеуін. Өзі рандомный частица бола тұра өзін жаратса. Бұл абсурд. Почему? Потому что ол өзі бар, өзін қалай жаратады ол. Егер рандомный частица жоқ вообще, соң кейін өзін жаратты десек, жоқ нәрсе ештеңе әсер етпейді. Осы жерде бірақ вариант қалады. Екінші вариантыңыз келмей тұрған жоқ па соған? Бұл енді логикалық нәтиже ғой. Енді сенде қазір логикалық үшінші нәтижең бар ма? Жоқ, логикалық нәтиже емес. Жаңа екінші дүниеңіз сол болмайды деген нәрсе болып қалыватқан жоқ па? Жоқ, мен саған айтып тұрмын. Қаяқтан болып қалыватыр, сен қайдан білсең, білмеймін дедің ғой жаңа. Енді айтып отырмын ғой, біз абсолютный жаңағы бәрін алып тастаған кезде пайда болып жоғалып жатыр. Иә, енді ол не жоқтан кім жаратып жатқанын сен білмейсің ғой, білесің ба? Оны біреу жаратып жатыр деп те айта алмайсың ол жерде. Иә, енді білмейсің ғой сен. Иә, білмейсің ол жерде. Енді сен енді как будто оны солай деп айтып келтірмеші, сен білмеймін десейші хотя бы. Біз қой білмейміз ғой, енді білмеген соң сіздің утверждениелеріңізді ала алмаймыз, а? Жақсы. Мен саған логикалық нәтижемен келіп тұрмын мен. Менде логикада сен мойындап тұрсың ғой. Біз логикаға қайшы келетін моменттерде тұрмыз да, ол жерде логика. Қай жерде логикаға қайшы келетін, қай жерде? Именно жаңағы частицаларға келген кезде логикаңызға келмейтін дүние. Сіз де білмейсіз ол жерде. Исхақ, сен логикаға қайшы келетін нәрсені түсінбей тұрсың. Логикаға қайшы келеді, егер сен сондай логикалық нәтиже алып келетін болсаң. Сен қазір эмпирикалық сен қазір эмпирикалық мәселені, который сен ар жағын түбін білмейтін. Сен қазір бұл логикаға қарсы деп тұрсың. Жоқ, сен шатаспа. Логикаға қарсы келетін нәрсе бұл логикалық түрде болу керек. Бұл, например, мен саған естіп айтамын. Исхақ, например, естіп айтамын. Сен логикалық қалай келтіруіңе болады? Дұрыс емес деп. Мен айтамын мысалы, әрбір зат өзін бірдесе жаралды деген кезде либо өзін өзі жаратты, либо оны басқа біреу жаратты. Енді сен менің логикалық мен түсініп тұрайын да, егер енді сен менің логикалық нәрсемді жоқ деп айтқың келетін болсаң, сен маған логикалық үшінші вариант алып келуің керексің. Сенің алып келген дәлелің то, что қазір орын алып жатыр ғой деп, сен оның ар жағын өзің білмей тұрсың. Сен айт, мен сұрасам сен білмеймін дейсің. Яғни біз білмей тұрған жерде сіздің логикалық заңдылықтарыңызда жұмыс істемеуі мүмкін, сондықтан оны дәлелді алмаңыз деп жатырмын. Сен онда логика деген түсіндіру керек екен да саған не екенін. Жоқ, айтып отырмын ғой, біздің логикамыз оған қайшы келетін дүниелер болады. Біз жаңағы кванттық әлем туралы айтып отырмыз. Кванттық әлемде бағанағы айтқан квантовый бессмертие, суперпозиция деген нәрселер сынға келмейді. Олар тура сол сияқты қазір квантовый флуктуация деген нәрсенің өзі. Исхақ, мысалы басқа вариантпен келейін. Жарайды, егер сен мәселен қандай да бір зат демек өзінің себебінен бола алады дегенде теорияны бекіткің келіп тұр ма? Белгісіз. Қарашы, мен саған логика деген не, Исхақ? Логика дегеніміз, мен саған логикалық заключение алып келдім ғой. Опять же, кейбір жерлерде қарашы, оқывашы, түсініп пожалуйста. Сен логикалық немен келтіруің керексің да маған. Сен қазір үйсіп тұрсың, мен білмеймін, сенде логикалық нәтиже де жоқ. Сондықтан істемейді дейсің. Сен логика істемейді деу үшін, сен логикалық бір абсурд алып келуің керексің маған. Сен не логикалық абсурд әкеле алмайсың? Алып келіп жатырмын ғой, енді логикалық бірнеше логикалық абсурд айттым ғой жаңа. Қайсысы, айтшы. Квантовый бессмертие, суперпозиция деген бір заттың екі күйде наблюдатель араласқанша екі күйде бірдей болуы деген бұл квантовый физикадан алынған нәрсе. Жақсы. Енді сен маған осы екеуінің арасын айыршы. Логика мен эмпириканың арасын айырып берші.
Білмеймін, айыра алмаймын оны. Енді вот түсініп тұрсың ба? Мен саған түсініп жеткізе алмай жатырмын да. Сен мәселелерді, моменттерді түсінбейсің да сен. Сенде сен проблема туындап жатыр сенде. Түсінбейміз, иә. Сондықтан Жарайды, допустим, жақсы енді. Ақыры әңгімеңізді аяғына жеткізбедік қой. Аяғына барыңызшы, жарайды. Сізді неге барыңызда жаңағы? Жарайды, айта салайын. Мәселе енді айтайын. Уақыт берем сізге, айта салайын. Енді сіз бүйтіңіз жаңағы. Бір соны қозғалысқа келтіруші, жасаушы бар ғой дегенге барыңыз да, сосын сол жасаушы именно исламдағы құдай екенін айтыңызшы, соны тыңдап көрейік. Болды. Мен қазір әкеп бере салайын енді саған. Енді демек, егер біз ненің әлемді жаратылған және әлемнің жаратылуы бұл екі позиция. Не өзін өзі жаратты, не оны біреу жаратты. Басқа үшінші жоқ бұл нәтиже. Өзін өзі жарату бұл болмайды. Енді біреу жаратты дегенге келеміз, вынужденно, дұрыс па? Енді айтамыз, осы жерде біреу жаратты деген кезде, осы біреу не жаратылғанына ұқсайды, не жаратылғанына ұқсамайды. Екі вариант. Дұрыс па? Кім? Айта беріңіз, сол аяғына дейін тыңдайыншы құрсын. Неге? Өйткені өзінің жаратылғанына ұқсайды депсек, онда ол да жаратылған болады да, оның да біз жарату үшін бекітіп қойғанбыз да уже. Сөйтіп ар жағында тағы да сұрақ туындайды. Ар жағындағы жаратушы өзінің жаратылғанына ұқсай ма, әлде ұқсамай ма деп сұрақ қоямыз. Содан тоже жағындағы жаратушының жаралған тоже ұқсайды десең, онда жаралған болады да, сөйтіп ары қарай бұл уже цепочка бесконечности кетеді, а цепочка бесконечности дұрыс емес, абсурд. Дұрыс па? Жоқ негізі. Жақсы. Цепочка бесконечности неге абсурд емес? Айтып берші маған. Мен саған айтып берейін неге абсурд екенін. Проблема жоқ, бесконечно кете береді ғой. Жақсы, сен айтасың, бір нәрсе бесконечно бола беру мүмкін деп тұрсың, иә? Конечно. Болды. Енді қара, егер мен айтайын, ар жағында оның жаратушысы бесконечно кетті дейді, иә? Бесконечный, сонда бесконечный нәрсе ол мүмкін емес па сонда? Жоқ, енді сол айтып тұрмын ғой, сен бойынша мүмкін деп тұрсың ғой, мен жарайды елестетейік, иә, солай кетті деп, иә? Қазір тұра тұрыңыз. Бесконечный дүние логикалық тұрғыда мүмкін емес па? Логикалық тұрғыда мүмкін емес. Мен саған енді соны дәлелдеп берейін деп тұрмын ғой, неге? Енді тұра тұрыңыз. Бесконечный нәрсе логикалық тұрғыда мүмкін емес болса, сіздің құдайыңыз қалай бесконечный болады? Болды ғой, енді сен тыңдасаңшы, соны қоясың ғой. Енді біз айтамыз, бесконечный, анау жаратылған бола беретін болса, онда цепочкамен бесконечно жаратылған, оның жаратылған кете береді, дұрыс па? Бесконечно кетті дейік. Бесконечный нәрсе мүмкін емес болса, сіздің барған құдайыңыз қалай бесконечный болады? Жоқ, менен сен бесконечно болуы мүмкін деп тұрсың ғой. Менен соған жауап бергім келіп тұр ғой. Енді бесконечно сен мүмкін десең, мен елестетейік деп тұр да, мен соның абсурдтығын көрсетейін деп жатырмын. Елестетейікші, только что әлем жаратылған, оның жаратушысы, ол да жаралған. Демек оның жаратушысы. Нұржан мырза, бесконечность абсурд болатын болса, сіздің құдайыңыз да абсурд қой онда. Жоқ, сен оған келген жоқсың. Қазір мен саған просто барған кезде осы ережені ұстанасыз деп ойлаймын. Иә. Қазір сен соған келеміз, сол кезде сен маған айтасың соны. Бірінші қазір соған келіп алайықшы. Мен айтамын, цепочка бесконечности бұл болмайды деймін. Неге цепочка бесконечности болмайды? Мына жерде тасальсуль дейді, бұл бұны цепочка дейді. Цепочка бесконечности болмайды. Неге цепочка бесконечности болмайды? Өйткені, егер цепочка бесконечности болатын болса, анда әлем болмау керек еді деймін. Сен айтасың, қалай дейсің? Мен айтамын, мәселен мен айтамын, так, Исхақ Сайкю 1000 теңге бер деймін. Сен тұрасында, Марат 1000 теңге бер дейсің. Асел 1000 теңге бердің. Сөйтіп бесконечно 1000 теңге бер, 1000 теңге бар ма, жоқ па? Бар ма, жоқ па? Сайкю? Ау. 1000 теңге бар ма, жоқ па? Бесконечно біреуден сұрай берсе. Бесконечно сұрай берсең ба? Жоқ. Болды. Демек, егер біз бесконечно жаратылған жаратушы, онда әлем болмау керек. Значит, егер соңында біреу 1000 теңгені алып шығып тұр, значит, соңында біреу жаратушы болу керек. И ол жаратушы обязательно жаратылғанына ұқсамау керек. Почему? Потому что жаратылғанына ұқсап береді десек, онда цепочка шығады. А цепочка абсурд. Қашан абсурд тоқтата аламыз? Егер ол қарама қарсы десек. Демек, не жаратылғанға қарама қарсы болатын болса, ол жаратылмаған. Дұрыс па? Енді не жаратылмаған ол? Білесің ба ол? Жаратылмағаныңыз бесконечный ма? Жаратылмаған дегеніміз қадим дегеніміз. Бесконечно. Бесконечность абсурд қой. Жоқ, абсурд қай жағдайда болады? Егер цепочка болатын болса. Цепочка емес, просто бесконечный нәрсе ғой просто.
иә бесконечный нәрсе, иә, түпкілікті болады. Енді осы жерде біз түпкілікті бекітіп жатырық. Енді осы жерде Алла Тағала болды, жаралмаған әлем жаратылған. Енді осы жерде сол айтып тұрық. Демек біз бір Құдайды бекітіп тұрық, бұл жаратқан әлемді, әлем жаратылған үкіміне кеп тұрық. Енді сен бағана сұрағың, неге ол сенің Құдайың именно болу керек дедің ба? Жоқ, бесконечный Құдай абсурд қой, ол қалай бар болады? Неге ол абсурд? Неге шештің сен? Дұрыс қой, басы жоқ, аяғы жоқ. Басы жоқ, аяғы жоқ. Мен саған айттым, абсурд болады, егер сен оны бесконечный емес десең. Не? Өйткені тасәлсүл шығады, цепочка бесконечности шығады. Цепочка шығады, иә? Иә. Бірақ өзі Құдай әлем болмайды деді. Өзі әлем болмайды деді. Әлем бар ма? Құдай өзі цепочканы түйіндеуші дейсің ғой. Иә. Бұл әлем бар ма негізі? Бірақ ол өзі неге конечный болмайды ол? Сол өзі конечный болып тұр ғой енді. Конечный болып түйіндеуінде не проблема? Сөзің вообще түсініксіз, ешқандай мағына көмектесіп тұрған. Басы бар, аяғы бар болып тұрып та цепочканы, мысалы бағанағы цепочканы бар ғой, мен 1000 теңге сұраймыз ғой, 1000 теңге сұраймыз. Сол 1000 теңгенің басында беретіні тура мен сияқты адам болуында не проблема? Онда абсурд шығады. Неге? Өйткені ешқандай да абсурд жоқ. Қара, 1000 теңгені мен сұраймын, 1000 теңгені анадан сұраймын, ол барады анадан сұрайды. Бірақ соң соңы не? 1000 теңге бар ма, жоқ па? Менде 1000 теңге болады ғой, дұрыс па? Дұрыс қой. Демек қашан болды? Соңында бір 1000 теңге шығарғанда ма? Дұрыс қой. Демек маған ұқсайтын адамның өзі сол 1000 теңге цепочканы бастайтын болса, менде 1000 теңге болады. Әлемді де демек конечный әлемді, конечный біреу бастайтын болса, ол әлем бар болады, дұрыс па? Жақсы. Бір жерде сенің сравнительный логикаң дұрыс келмей тұр да, потому что мы сейчас говорим о заканчивании. Не дұрыс келмей қала береді, ё-моё. Хорошо. Өйткені сен позиция түсініп тұрсың да, мына қара, біз Исхақ бұл жерде бесконечностьтің абсурдын түсіндіріп отырық па? Абсурд болмай қалды ғой енді. Жаңа сіздің айтып отқан дүниеңіз оны түйіндемей қалды да. Мысалы, сіз айтқан бесконечный жаратылмаған нәрсемен емес, жаратылған жаңа сіздің сипаттамаңыз бойынша жаратылған, сіздің сипаттамаңыз бойынша ұқсайтын сол соңындағы сол нәрсенің өзі түген цепочканы түйіндей салуы мүмкін да. Ал сіз айтып ол жаралмаған ұқсамайтын болу керек деп қойып отырсыз да, мысалы. Мен саған айтып тұрмын. Қазір мына мен саған цепочканы келтіріп тұрмын ғой. Сөйтіп 1000 теңгені келтіріп тұрмын ғой. Мен саған 1000 теңгені келтіріп тұрмын цепочканың таусылу жағынан да. Егер сен маған сипат тұрғысынан айтатын болатын болсаң, сипат бұл адамға беріп жатыр, адамға беріп жатыр десең, мен айтамын, бірінші сен біз мәселені 1000 теңгені келтірумен мен цепочканы тоқтатып тұрмын. Енді мына мәселеге көшемін. Енді егер біз 1000 теңгені тоқтатқаннан кейін мына сұрақ, анаған ұқсау керек па? Әлем анаған жаралған ұқсау керек па? Егер ұқсайды десек, онда ол дальше кетеді ары қарай. Кетпесе де болады ғой. Неге кетпейді? Ол жаралған ғой, оны кім жаратты? Ол жаралған емес, ол просто сол бірінші бар нәрсе сол. Жоқ, енді ол жаралған деп тұр ғой, ұқсайды тұр ғой жаралғанына. Біз әлемді жаратылған. Біз бағана екеуміз келген жоқпыз, біз әлем жаралған. Цепочканы түйіндеуші ғой ол. Дұрыс қой, енді қарашы, сен түсінбедің, әлем жаралған ғой. Бесконечный жаралған деген әңгімеңізде емес, бесконечный регресті тура ұқсайтын нәрсе тоқтата ала ма? Жоқ, конечно, бұл жерде сен түсінбей тұрсың, мен цепочканы тоқтатуын дәлелдеп келіп тұрмын да соған. Кейін ұқсама мәселесіне екінші дәлелдеп келіп тұрмын мен. Сен арасын ажырата алмай тұрсың. Мен саған айтып тұрмын, қарашы, егер сен ана әлемді жаратқанда жаратылған десең, оның жаратушысы болу керек қой. Енді мен саған ұқсасу тұрғысынан айтып жатқан жоқ, мен айтып, цепочканың жалғасу тұрғысынан айтып жатырмын. Цепочканың жалғасу тұрғысынан, бітпеу тұрғысынан мен саған айтамын, абсурд, бесконечность болмайды деймін. Неге цепочка болмайды десең, мен айтам, онда әлем болмас еді деймін. Неге деген кезде мен айтам, бұл 1000 теңгені, мен 1000 теңгені цепочканың таусылу тұрғысынан әкеліп тұрмын саған дәлелге. Демек мен айтам, осы цепочка арқылы, егер оның соңы болатын болса, мен айтам, соңы ол болады. Тек қана қай жағдайда, егер анаған ұқсамаса деймін. Өйткені ұқсай беретін болса, онда цепочка жалғаса береді деймін. Ұқсаса не проблема? Ау? Ұқсаса не проблема? Онда ол ар жағында цепочка жалғаса береді. Бопты сосын, иә. Демек, енді біз қазір бекітіп тұрық, то, что бұл жаратушы анаған ұқсамайды, жаратылғанға ұқсамайтын, бұл жаратылмаған.
Енді біз қазір бекіттік, жаратылғанда, жаратылмағанда. Бұл біздің ойымызда жаратылмаған бұл Құдай деп тұрып, енді Алла деп тұрып, жаратылған бұл әлем деп тұрып. Осы теориямен, логикалық теориямен шығып тұр. Енді мен саған айтып тұрмын. Сен сұрақ қоюың мүмкінсің. Неге бұл сенің құдайың болу керек деймін ба? Сосын, иә. Осы сұрақ па сенікі? Иә. Бұл мәселе екінші мынаға көшеміз. Демек, сен қазір не версияны келтіргің келіп тұр? Сен айтасың, христианның құдайы бар, будданың құдайы бар, еврейдің құдайы бар. Неге сенікі деп тұрсың ғой? Жалпы, жақсы. Жақсы. Мен айтамын, христианствода дуализм деген бар деймін. Оса көп құдайлық бар деймін мен. Жоқ оларда көп құдайлық. Жақсы. Неге көп құдай жоқ? Во имя Отца и Сына Святого Духа дейді. Ол үшеуі бір деп айтады ғой. Жақсы. Енді осы жерде мынандай логика туындайды. Так, үшеуі бір дегенде қалай түсеміз? Мәселен, үш бұл бір ма? Олар үшеуі сол бір құдайдың үш сипаты деп айтады ғой. Енді соны мен айттым ғой, енді үшеуі жеке-жеке бір құдайлық сипатпен негізделген бір ма? Білмеймін оны бір ма. Вот енді мен тура сол логикалық жауаппен жауап береміз. Біз айтамыз, екі құдай бар деп елестетейік болса, үш құдай бар деп елестетейік дейміз. Екі құдай дейші. Екі құдай деп елестететін болатын болсақ дейміз, айтамыз, міндетті түрде арасында конфликт орындайды дейміз. Дұрыс па? Келісесіз бе, келіспейсіз бе? Не конфликт? Айтамыз, өйткені екеуі де құдай ғой. Құдай бұл құдай болу үшін қалаған істей алу керек. Әйтпесе құдай болмай қалады. Дұрыс па? Ол қайдан шығады? Енді құдай қалай болады? Құдай деген ол всемогущий ғой, ол құдай дейміз ғой біз. Всемогущий деген сипатты қайдан бердіңдер оған? Өйткені құдай болмайды. Әлемді жарату үшін автоматически оның қалауы орындалу керек. Ол қара, әлемді жарата алатын ғана могуществосы болуы мүмкін да, басқа могуществосы болмауы мүмкін мысалы. Әлемді жарата алатын могуществосы болатын болса, басқаға могуществосы жетпейді дейсің ба? Мүмкін ғой, иә, ол басқа могуществосын қақтын алып отырсыңдар ғой. Жақсы. Енді біз бана бекіттік па, мына әлемнің бәрі негізі логикалық түрде жаралған деп, және бекіттік па, оны жаратылмаған жаратты деп, онда ол біздің ойынша ол жаралмаған бұл құдай, иә? Енді демек әлемнің ішіндегі барлығын жаратып тұр, дұрыс па? Енді сен әлемді жаратқан басқа нәрсеге құдірет келмейді дегеніміз тек әңгіме, бұл жерде біз бар әлем ғана ғой, бұл басқа ештеңе жоқ қой. Енді сен әлемге құдірет жетесең, онда басқаның бәрі жоқ, бәріне құдіреті жетеді деп айта алмайсың ғой, жарату ғана құдіреті бар шығар мысалы. Бітті ғой, енді әңгіме жаратылғанда ғой. Жаратылуға құдірет жететін болса, онда жаратылғанның бәріне құдірет жетіп тұр. Бәріне құдіреті жетеді деген сөз ол? Енді сол ғой жаратқан. Демек бәріне құдірет жетіп тұр. Шексіз құдіретті емес қой бәрібір. Енді шексіз құдіретті қай сен теорияда не дейсің, елшейсің сен? Осы әлемдік па? Әлемді жарата алады екен мысалы. Басқа қабілеттері қақтан шығады оның? Басқа қабілет жаратуда не? Не жаратады? Жаратудан басқа құдіреттері қақтан шығады деймін. Бұл құдіра күші басқа, ол құдіра дегеніміз тұрады ол. Мен саған айтып тұрмын, ол құдірет ма әлемді жаратуға? Жоқ, шексіз әлемді жарата алады, басқа шексіз құдіретті деп айтуға қақтан негіз болады. Сен шексіз құдірет деген түсіне алмай тұрсың да, сен қарашы, мына әлем бар ғой, әлем. Иә? Осыны әлемді жаратуға құдіреті жетіп тұр ма Алла Тағала? Допустим, даже жетіп тұр дейік. Болды ғой енді. Сенің оның құдіреті сен асыл әлемдің, сен қазір қоғам баға бере аласың. Осы әлемдік тұрғыдан, өйткені сен де жаралған, мен де жаралған, бәріміз жаралған, о жаратып тұр. Значит, бәріне құдірет жетеді. Бәріне емес, болды. Әлемді жаратуға құдіреті жетеді деп айтсаң болды. Енді қараш, басқа нәрсеге құдіреті жету үшін, не жетпеу үшін, баға беру үшін әлемнен басқа нәрсе болу керек, дұрыс па? Бар шығар, қаяқтан білесің? Онда оны жаратты ма, жаратпады ма? Жаратқан шығар, иә. Жаратса, онда құдірет жетіп тұр оғанда. Енді басқа бәріне сол жаратуға ғана құдіреті жетеді деп айтып тұрған жоқпын ба? Дұрыс қой енді. Демек сен құдірет жағынан шексіз, жарату жағынан шексіз, иә, құдіреті, жарату жағынан. Жаратуға ғана құдіреті шексіз емес, бәрін жасай алады емес, жарата алады болды. Я енді сол енді тұрғыдан ғой, сен айтып тұрсың, жарату тұрғысынан ол бәрін жарата алады. Жарата алады, иә, жарата алады дегеннің өзінде, бірақ оның шексіз құдіретті болмайды ол. Енді қалай сен бересің шексіз құдіретті? Сен шексіз құдіретті беруің үшін бір нәрсе болу керек, который ол жарата алмай қалды. Бірақ мен айтып тұрмын, әлемнен басқа ештеңе жоқ деп тұрмын. Ол жарата алмай қалатын нәрсе бар ғой? Қайсысы? Анау көтере алмайтын тас. Бір абсурд да. Қараш, сен абсурд деген нәрсені түсіндің, иә? Бағана. Абсурд, демек абсурдқа оның шамасы келмейді. Қара, мен саған айтып тұрмын. Әлемде бәрі не білімі бар, не білімі жоқ десем, екі затқа екіге бөлінеді десем. Сосын? Стена қайсынан болады? Не стена?
Ну, стена қазір үйдің стенасы қайсынан білім бардан білім жоқтан ба? Bir-birine не байланысы бар оның? Соны мен саған айтып тұрмын. Алланың құдіретінің астына кіргізе алмайды. Как стенаны кіргізе алмайсың ғой, не мынаған. Сондай бір топ болады, который сен ол қарастырылмайды, ол абсурд. Ол енді құдіретті болатын болса, бәріне мысалы бар ғой, Құдай шексіз құдіретті болатын болса, жарайды. Мынандай бір вариант айтайыншы. Бәрін кесетін пышақпен ештеңе кесе алмайтын темір жарата ала ма, мысалы? Бұл да абсурд. Мен сен абсурд деген мағынаны түсіну керек оны. Қалай абсурд болады? Бірінші класстан бастап. Енді қара, мысалы, сен бар ғой, папаңнан кейін тудың, дұрыс па? Сосын? Енді болуы мүмкін ба, сен папаның туың? Жоқ. Енді неге сен осыны қарастыра алмайсың? Біз айттық, бұл абсурд. Абсурд болды ма, бұл ереже. Демек дұрыс. Құдай абсурд дүние жасай алмайды ғой. Абсурд деген қарастырылмайды, как стена. Бұл не білімге кірмейді, не білімсізге кірмейді. Дұрыс, яғни біздің қисынымызбен шектелген нәрселерді, біздің логикамыздағы абсурд нәрсені құдайлардың жасай алмайды. Бұл ереже. Жоқ, сен қара жасай алмайды деген сөз қолданып тұрсың. Сен тағы да айтып тұрсың, бұл қарастырылмайды. Қарастырылмайды емес, ол қалай Құдай да қарастыра алмайды оны, дұрыс па? Сен қараш, мен саған айтып тұрмын, білім мен білімсіздер стена қайсына кіреді? Қарастырасың ба сен? Қайсына кіреді екен? Жоқ, демек, біз қарастыра алмаймыз, Құдай да солай қарастыра алмайды. Причем тут қарастыра алмау? Мен саған айтып тұрмын, бұл мәселе. Мысалы, папаң сені туды, бірақ сен папаңды туу мәселесі, бұл неге шамасы жетпейді деп қойылмайды? Неге? Жоқ, неге қойылмайды? Мысалы, мен олай жасай алмаймын, Құдай солай жасай ала ма? Мен саған айтып тұрмын, бұл абсурдтық веше, бұл ереже ретінде тұрады. Дұрыс, абсурд қайдан шығады? Абсурд дегеніміз бұл, который мәселенің астына кірмейді. Бұл абсурд, бұл ереже тұрады. Абсурд логикадан шыға ма? Жоқ, логикадан шығады. Дұрыс. Демек, Құдай да біздің логикамен шектелген ғой? Жоқ, неге? Сен белгілі түрде логика тұр сенде, который сен сол ережеден шықпайсың. Бұл сен Құдайдың сол логикамен шектелуіне әкелмейді. Адамға белгілі абсурдтан Құдай шыға алмайды, дұрыс па? Бұл қарашы, кім Исхақ, мен саған түсіндіре алмай жатқаным ойбай. Ой, мына сен өліп және тірі болуың мүмкін ба екеуі? Бағана айттым ғой ол мәселе туралы. Енді мен саған айтып тұрмын, сен егер болуың мүмкін десең, абсурд шығады. Осы абсурд дейміз. Ол не абсурд? Саған қалай біз тірі дейміз, егер сенде өлі тұрса? Қалай саған біз өлі дейміз, егер сенде тірі тұрса? Бұл болмайды дейміз. Демек, Құдайдың өзі причина-следственный связьбен және біздің логикалық заңдылықтарымызға бағынады, дұрыс па? Неге ол өкімді шығарып тұрсың, мен түсінбедім. Енді біздің логикамыздағы абсурд дүниені Құдай жасай алмайтын болып тұр ғой? Который бұл Құдай деген логиканың астына деген сөз емес қой. Неге ол өкім шығарып тұрсың, мен түсіне алмадым. Енді абсурд дүние болса, оны Құдай жасай алмайды. Неге мен саған айтпын, жасай алмайды деген сөз қолданылмайды ол. Енді жасай алмай ма бағанағы нәрселерді? Ол не имеет места вообще, ол жоқ, ол как будто нету его. Сен нету деген білесің ба? Мысалы, сен айтсақ, нетуды, жоқты жасай ма? Құдай ма? Я жоқты. Құдай жасай ала ма? Жасау керек Құдай. Неге? Сен айтып тұрсың, жоқ деген бұл жоқ деп тұрсың ғой бағана. Дұрыс қой, енді бағанағындай дүниелерді. Қашан Алла Тағала, жоқ, қашан Алла Тағала жоқ, Алла Тағала жасамаған кезде ол жоқ болып тұрады. Ол сонда түсінік. Жоқ қайдан келеді онда? Жоқ, сен өзің айтып тұрсың ғой, жаралмағанда ол жоқ ол просто деп. Жоқ, сіздердің түсінігіңізде жоқ деген состояние қайдан келген? Жоқ деген состояние ол жоқ, ол келмейді ол. Келетін болса ол жаралған жоқ та ол. Ол келмейді, иә? Жоқ деген состояние жоқ. Иә. Жоқтан қалай бар жасайды ол? Неге не үшін жасай алмайды ол? Енді жоқ деген состояние жоқ болса, ондай состояние, жоқ состояниеден барды қаяқтан алады ол? Неге сен мынаның келтіріп тұрсың ғой, ол жоқ болса, ол өз-өзін қалай жасайды деп. Сен шатасып тұрсың. Жоқ, өз-өзін емес. Ол бір состояниеден екінші состоянияға келтіріп отыр ғой, жоқты бар қылып отыр. Иә. Жоқ деген нәрсе жоқ болса, ол барды қалай айдына келеді? Мәселе мен сөйтіп айтайыншы саған, мына логиканы сен түсіну үшін. Мысалы, Исхақ 94-ші жылы не туу мүмкіндігі болды, не туымау мүмкіндігі болды. Екеуі бірдей болып тұрды, иә? Не жоқ болып тұру мүмкіндігі, не бар болу мүмкіндігі, дұрыс па? Тумай жатып. Дұрыс па? Иә. Енді осы жерде жоқ пен бар болу ықтималды екеуі бірдей ма? Иә.
енді екеуі бірдей болатын болса, сен қалай барға айналдың? Біз айтамыз, міндетті түрде біреу болу керек, который сені жоқтан барға шығаратын. Осы теориядан бекітіледі бұл. Иә, жоқ деген күй бар ма еді сол кезде? Сен жоқ болып тұрдың. Жоқ ол, жоқ деген Ол сөз. күй бар, жоқ деген состояние бар ма еді Құдайдың алдында? Исхақ, күй десең, сен ол жаралған деген сөз. Ол жоқ емес. Мен сен мынаны түсінші. Сен жоқ деумен, сен вакуумды елестетуің мүмкінсің, который ішінде ештеңе жоқ. Біз айтамыз, ол жоқ емес. Ол вакуум, объем, который сен қап-қара бола ма? Сен жоқ деген нәрсе, ол вообще не имеет места. Сен түсіне алмай тұрсың сол екеуінің арасын. Жоқ деген нәрсе вообще жоқ, в общем. Я жоқ, соны айтып тұрмын. Жоқ деген нәрсе жоқ. Енді жоқтан бар қалай пайда болады онда? Мен саған тағы да айтып тұрмын. Сен 94-ші жылы тумастан бұрын сен жоқ болып қала беруінде, не болмаса бар болу. Құдай жоқтан барды қалай жасайды, егер жоқ деген состояние вообще жоқ болса? Мына теорияға негізделе. Сен жоқсың. Я, сен жоқсың. 94-тің алдында. Енді бар болу ықтималдығың бар ма? Бар, иә. Я, жоқ болып қала беру ықтималдығың бар ма? Бар. Екеуі де жағдайы бірдей ма? Иә. Енді екеуі жағдай бірдей болатын болса, қалай сен барға айналдың? Ол біреу болды, который шығарған барға шығарған. Мен ойлаймын, сен сайкю, иншалла, мұсылман болатын сияқтысың. Ойлан. Білмеймін, бар ғой, біраз әңгімені енді андай аргумент дебат таңға дейін созылмасын деген нәрсемен енді біраз нәрсені жібере салдық қой. Ата бағанағы әңгімеде әлі 1 сағат 2 сағат бойы басында отырар едік әлі ше. Жақсы, сайкю тағы мүмкіндік болар. Менден бір намазымды оқишы, менде кеш болып кетті. Тағы да мүмкіндік болар, тағы да сенің нелерің, күмәндарың болып жатса, дайында, сұлтайында сөйлесеміз, иншалла. Иә. Жақсы, кездескенмен қуаныштымын. Жақсы.